Ассалаумағалейкум, армысыздар, бармысыздар, спорт сүйер қауым, сіздермен бірге әдеттегідей Спорт Плюс арнасында тікелей эфирде біз Плюсте бол бағдарламасын бастаймыз. Және біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Премьер-лигасының 3-ші турына арналады. Оның ішінде Елімай футбол клубына және біздің бүгінгі қонағымызға арналады. Ендеше таныс болыңыздар, біздің бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Елімай футбол клубы мен Қазақстан ұлттық құрамасының қорғаушысы Әділбек Жұмаханов. Сол секілді біздің тұрақты сарапшыларымыз Нұркен Мырзағалиев пен Бек Шымат. Ал Плюсте бол бағдарламасының серіктесі Олимпиад екенін еске саламыз. Әділбек, студиямызға қош келдің. Ассалаумағалейкум, тағы да қош көрдік. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға. Міне қазір Елімай футбол клубындасың. Жаңа өзіңе команда 3-ші тур аяқталды. Қостанайға барып қайттыңдар. Тамаша тартысты кездесу болды. Соңғы секундқа дейін кім жеңімпаз болатыны белгісіз болды. Осы матч жайлы айтып берсең, 1-1 болып аяқталған кездесу. Бұл матч өте тартысты болды. Бірінші таймда біз кішкене тактикалық тұрғыда қателіктерді көп жасадық. Соның кесірінен ертерек гол жіберіп алдық. Соған енді балдар болып жиналып, ойлада өзіміздің ойынымызды ары қарай жақсартып, бұл ойында біз жеңіліс үшін емес, жеңіс үшін келгенбіз. Бірақ енді Аллахтың қалауымен бір ұпайға ие болып кеттік. Соңына дейін күрестік, көрдіңіздер өздеріңіз. Енді бапкерлер штабының бірінші таймнан кейін қойған жоспарын жүзеге асырдық деп ойлаймын. Солай пенальтиді соқтық, 1-1 есебімен сол жақта. Дәл осы ойынға қатысты бізде көптеген сұрақтар бар, әсіресе Нұркенде. Бізге осы ойынның видеосын қазір беріп, бірден осы ойыннан бастап талқылаған дұрыс шығар, Нұркен, қалай ойлайсың? Айбек, бірінші кезекте турдың қорытындыларына тоқталып кетейік. Қазір экранға берсе, осы 3-ші турда ойындар реті қалай өтті, дайындаған картинкамыз бар. Елімай Қайсар Оқжетпес пен 2-2, Қайрат сырт алаңда ұтты, Ақтөбе 4-0, Атырауды ұтты, сырт алаңда 1-1, Ұлытау мен Жеңіс арасындағы ойын аяқталды, Астана 3-0, Ордабасы мен Қызылжар арасында голдар соғылмады, және де біз талқылайтын ойын, ол Тобыл мен Елімай. Статистикамыз бар, әдеттегідей дайындаған. Соны қазір экранға берсе, осы Тобыл мен Елімай ойыннан Хадл компаниясының Қазақстан чемпионатының ресми селекциясының берген бізге ұсынған статистикасын талқылайық. Негізінде менің ойымша бұл екі тең команданың ойыны болды деп ойлаймын. Бұл ойында голдар аз соғылғанымен, бірақ қызықты моменттер, талдайтын, саралайтын моменттер көп болды. Қазір бізге статистикасын экранға берсе, Тобыл Елімай ойынның. Жалпы енді осы матч жайлы айтайықшы, соңғы сәтке дейін Тобыл командасы есепті алда тұрды. Елімайдың тең нәтижесі әділ ме, әлде Елімай жеңіске лайықты болды ма, Тобыл жеңіске лайықты болды ма, өзің қалай ойлайсың? Енді бұл жерден біз жеңіс үшін ойнаймыз каждый ойында. Бірақ енді осы ойында солай болып қалды. 1-1 есебі мен өзімнің ойымша жаман емес результат деп ойлаймын. Жалпы Тобылға қарсы кез келген командаға сырт алаңда, Тобылдың алаңында оңай емес. Міне қазір матчтың статистикасы барлығы көз алдымызда тұр. XG гол соғу ықтималдылығы Елімайда жоғары болды. Ол Елімайдың қауіпті сәттері көп болды деген сөз. Соққылар бағытталған 9-1, Тобыл 9 соққы бағыттағанымен тек қана біреу ғана қақпаға дарыды. Елімай 5 соққының 3-ін дарытты қақпаға. Айып алаңның сыртынан бағытталған соққылар Тобылда көбіректеу болды. Бұрыштамалар 5-5, бұнда тең. Айып соққылары 2-7, офсайд 0-3, және ереже бұзу көз алдарыңызда. Кейбір жерлерде енді Тобыл басым, кейбір жерде Елімай басым статистика бойынша. Енді келесі кезекте видеоға өштік. Дайындаған арнайы видеомыз бар эфирге. Жалпы Әділбек, саған қояр сұрағым. Бірінші таймнан кейін Андрей Владимирович Карпович қандай енгізулер енгізді, өзгертулер ойынға? Бізге енді Владимировичтің берген нұсқауы ойында допты көп жоғалтпау. Көбіне флангпен атаковать ету болды енді. Шабуылды краймен жасау керек болды. Комбинацияларды біздің жаттығуда өзіміз істеген комбинациялар жүзеге асырып, сол момент создавать ету керек болды. Соны бізге көбінірек айтқан. Сіздің қақпаға соғылған гол Сегневич, бұған дейін де болды да бір жартылай момент болған соққы жасауға. Бұл моментте
неге осындай жағдайға туындап қалды, неге Сигневичті соңына дейін 3-1 қорғаушы ұстай алмадыңыздар деген сондай сұрақ туындайды. Бұл жерде енді айта кетсем, 3 қорғаушы жүйесін бана айтып жатыр ғой. Сол кезде біз бір-бірімізге бұл жерде сеніп қалдық деп ойлаймын. Бізге ойынның алдында теория дейді ғой. Теорияда Владимир бізге көрсеткені бұл Сигневичтің айбалаңнан полуфлангтан көтеретін подачалар көп болған соң бізге внимательно болу керек болды да. И біз бұл жерде енді бір-бірімізге сеніп қалдық деп ойлаймын. Соның кесірінен осындай гол жіберіп алдық. Бұл Сигневич үлкен деңгейдегі шабуылшы болған соң бұндай моменттерді ол голға айналдырып кетті. Сигневич былтыр өзімен бірге ойнады ғой, білесің ғой өзің қалай ойнайтынын. Мынау қарымта шабуыл, яғни Елімайдың жауабы. Бұл жерде енді Төлебай деген жігіт, Қарағанды футболының түлегі, осындай бір құйтырқы әрекеті болды. Екі ойыншының назарын өзіне аударып, осындай Фесу Плаккаға осындай қауіпті момент жасап берді, бірақ африкандық ойыншы Елімайдың шабуылшысы бұл қауіпті сәтті пайдалана алмады. 74-ші минут ойынның осындай жылдам шабуыл. Бұл қателеспесем Жаслан Жұмашев, Тобылдан тыңнан шыққан ойыншысы, қосалқы құрамынан алаңға қосылған ойыншысы осындай қауіпті сәті болады. Келесі момент, келесі мүмкіндік, бұл жерде Әділбектің өзі шабуылға қатысып жатыр міне. Бірден оң қапталға бағытталды шабуыл. Допты көп ұстап, топпен көп бастасып, ақыр соңында бұл шабуыл қазір өзіңіз көресіздер, Роман Мұртазаевтың қауіпті сәтіне алып келеді, бірақ Роман өзінің мүмкіндігін пайдалана алмайды. Бұл жерде уругвайлық легионерға келген пас, Романды міне көріп тұрсыздар, бір жалғыз өзі қалып тұр. Яғни бұл жерде Миладиновичті, Папа Индейді ұмытып кеткен Мұртазаев туралы. Және де осындай соққы болғанымен, бірақ дәл қақпашының қолына келіп дариды. Және соңғы минуттар осы пенальти, осы ойында болған, және де бұл ойында қызмет еткен Руслан Сұлтанғалиев бұл пенальтиді бірден қоймайды, барып вар қарайды. Сол вардан бұл жерде көргеніміз Миладиновичтің шынтақпен чаласан тұрады. Сол жерде мен шыны керек, бұл жерде мен түсінбеймін. Соңғы минуттар бұндай Миладиновичтің әрекеті не керек екен? Негізінде сынға алу керек, легионер. Енді, осы ойынды мен де өзім тікелей эфирде қарап отырдым. Енді дәл осы сұрада бірінші Әділбектің пікірін білейік та. Пенальти әділ болды. Таза. Қорғаушының әрекетін қалай түсіндіруге болады? Енді бұл жерде қателеспесем 88-ші минут болған бұл жерде. Мен өзім банағы подачаны көтерген бұл жерде. Енді қалай айтсам болады, бұл давление дейді ғой. Енді соңғы минуттар бізге ұпай керек деген соң, енді давление анау командаға, біздің командамызға жақсы жағынан пайда болып кетті деп ойлаймын. Бұл Миладиновичтің соққысы. Ол бірінші таймда негізі Миладиновичтің өзі де кішкене, қалай айтсам болады, банағыдай тәртіп жағынан да кішкене бастап жүрген, сондай ереже бұзып жүрген. Біздің айбалаңда да бізге сөйлеп өздерінің бір тілдерінде жаман сөздер айтып деген сияқты. Соның концовкасы осылай әкелді ғой. Мына жерде Елімайдың ойыншысы провокация жасаған жоқ қой? Не үшін ұрды шынтақпен 88-ші минут айбалаңның ішінде стандартты жағдай? Бір қарап отырсаң, Миладинович ештеңе деп ақтауға келмейді, мына тірілігі. Бұл РПЛ-ден келген қорғаушы ғой, бір жас футболшы болса екен, эмоцияға беріп кететіндей, бірақ түсінбедім мен соңғы минутта да. Енді шыны керек, өзінің командасын 3 ұпайдан айырды. 3 ұпайдан айырды. Және де келесі ойынға қатыспайды. Өзі қызыл қағаз алып кетті. Бұл жерде енді банасы айтып отырсыз ғой, провокация деп чаласаннан. Бұл жерде провокация деп ойламаймын, бұл агрессия деп ойлаймын штрафнойдың ішінде. И сол агрессияға банаға Миладиновичтің өзі түсіп қалды деп ойлаймын. Өз ойым лично. Және мен бір Қазақстан чемпионатындағы талқыланбайтын 100%-ық пенальти болды. Кез келген жағдайда кәдімгі шынтақпен әдемілеп тұрып ұрды ғой енді. Сол жерде бірақ төрешілер бірден көрген жоқ. Вар жүйесіне қарап барып, бұл жерде айып соққысының... Осы орайда қазір бір статистика тіркелген қызықты. Бүгінгі осы тур, 3-ші тур рекорд қойған екен біздің премьер лигада 36 сары қағаз және 4 бірдей қызыл қағаз бар екен. Бас аяғы 40 қағаз көрсетіліп отыр ғой, енді былай қалып қарағанда. Енді Жұмаханов Әділбектің өзі бір сары қағаздың иесі атанып келді. Осы матчта мен сұрайыншы, Әділбек, бұл жалпы бұған не себеп? Немесе біздің ұлттық құрамалар үзіліске кеткен екен, футболшылар футболды ұмытып қала ма? Сонда қалай? Жалпы көп болды, өте көп болды сары қағаз осы
чемпионатта турда? Бағана сіздер айтып отырсыздар, екі бір деңгейлі команда ойнап жатыр деп. Бұл жерде бірі бір-бірінен ұтылғысы келмейді. Жоқ, басқа ойындарда да сондай көп болды сары қағаздар. Басқа ойындарда енді мен өзгеріс әсер ете ма футболшыларға? Енді әсер етеді деп ойлаймын, өз ойым негізі. Қазір алдағы матчтар тоқталған кезде көресіздер, қызыл қағаздар мен сары қағаздар өте көп осы турда. Енді өзіңнің қазір Елімайдағы жағдайың жайлы айта кетейікші. Елімайға келуің қалай болды? Былтыр Атырауда жарқын ойынның әлбетте әсер еткені белгілі. Осы Елімаймен келіссөз қалай жүрді деген тұрғыда? Келіссөз бана отпуск кезінде маған команданың бас бапкері Андрей Владимировичтің өзі телефон соғып, осылай қызығушылығын танытқан. Енді содан басталды бәрі негізі. Сосын басқа да бағанағыдай командалардан ұсыныс түсті, бірақ Елімайдың енді ұсынысы және өзінің алға қойған мақсаты менің өзімнің көңілімнен шықты, және мен өзімнің ата-анаммен ақылдаса келе сол Елімай командасын таңдады, жөн көрдім сол кезде. Тамаша. Әділбек, шетелден келген ұсыныстар рас па болды ма? Шетелден келген ұсыныстар рас болды. Енді бұл жерде бағанағы команданың басшысы дейді ғой, сол кезде Атыраудың Ерболатович Алишер Абсалямов сол кезде маған бір қағаздар ұсынған. Бұл контракты болмады, енді мен оның көзім жетеді, оның контракты емес екеніне, бірақ какой-то приглашение болды. Бельгийский чемпионат, Кортрек дейтін командадан. Так контракты маған ешкім әкеліп, қол қой деп ешкім айтпады бұл жерде. Бүкіл Қазақстан шулап кетті ғой сол кезде. Соның қазіргі келіп жатыр да уақыт айтуға. Сонда мен контракты келсе, мен алдымда болса деймін да, мысалы, ол басқаша. Мен өзім негізі шет жаққа шыққанды жөн көрем. Бірақ менің алдыма просто, қалай айтсам, устный предложение деді ғой, сондай әкелді ғой. Демек, Елімайдан кейін, Қазақстан құрамасынан кейін тағы да шетелден түсуі мүмкін предложение, ұсыныстар. Сен дайынсың ғой? Әрине дайын. Өзің қалай былай сол Кортрекке қарай кетпегеніңе өкінбейсің бе қазір Елімайға? Өкінбейсің бе дегенде, енді қалай айтсам болады? Келіссөз неге толығымен болмады, бір алдыма қағаз келісім шарт ресми ұсынылып келмеді деген бір? Оны енді Алишер Ерболатовичтен мен өзім сұрағам негізі. Осылай контракты бар ма дегенде, ол кісінің айтқаны, мен сөйлесіп жатыр, келіссөзде жүріп жатыр, осылай. Енді бұл қалай айтсам болады, уақыт керек болды деп ойлаймын ол уақытқа. Өзімнің мнением, бұл жерде мен ол кісіге айтқам, контракты болса, біз көрейік, ойланайық. Сен жалпы андай өзің жалақы аз болып қалып, бармай қалдым деген әңгіме жоқ қой? Жалақы аз болып қалды дегенде мен ондай ой болған жоқ бірінші. Просто маған нақты келісімшарт керек болды. Сол кезде мен басқаша ойланушы едім. Енді көрермендерде пікір болуы мүмкін ғой. Мүмкін жалақы аз болып бармай қалған шығар деген, Бельгияға адам қалай бармай қалды деген секілді. Ал Бельгияның чемпионатында кезінде Ян Вараковский ойнады, Максим Жалмағамбетов Антверпенде ойнаған, Остапенкода болған сияқты. Бельгия чемпионаты мен Қазақстан чемпионаты етене байланысы бар. Енді өзің Атырауда жасындай жарқылдадың. Атырау былтыр біраз мықтыларды аяқтан тұсап тоқтатты, өзінің мықтылығын көрсетті. Енді көпшілігі Атыраудың алаңын айтады, Атыраудың алаңы нашар болған соң деген. Сен осы пікірмен келісесің бе, әлде былтырғы Жуковский баптайтын Атырау расымен мықты болды ма? Енді бұл Поляға келейікші бірінші. Поля енді мен өзімнің туған жерім болған соң, енді мен қалай айтсам болады, жаман жағынан айта алмаймын енді, бірақ енді Поляны как профессиональ тұрғыда енді ол жерде футбол ойнау өте қиын. Мен өзім алдыңғы жыл маған білінбеді да, бірінші турда біз Елімай мен Атырауға қарсы ойында мен өзім ұзақ уақыт ол жерде жаттығу жасамаған соң, сбордан келген соң, маған өзімнің туған жерімде бір жыл ойнапқан Полямда маған өте ойнау қиын болды ол жерде. Өзің бала кезден көріп өскен алаңды танымай қалдың ба әлгі жерде? Түркиядағы тегіс алаңдардан кейін? Ондай да болды. Сол енді алдыңғы жылға командаға келсек, бізде бағанағы Леонидович Виталий Жуковскийдің командасы өте мықты болды деп ойлаймын. Коллектив жағынан бағанағыдай бір-бірімізге поддержка дейді ғой, үлкендік. Мысалы, бізде опытный игроктар болды, Стасевич, Керімжанов секілді, Найок, Сигнеич бағанағы ойнап жатқан сияқты. Сол кісілердің енді жастарға мотивациясы көп болды. Бапкердің өзі де мысалы қиын сәттерде, мысалы, бапкердің өзі психологический тұрғыда жас балаларға өте жақсы поддержка беретін еді. Мысалы, бізде коллектив өте жақсы. Енді ол ешкімге жасырын емес. Мысалы, алдыңғы сезон бітті, біздің балалар әлі бір-бірімен сөйлеседі. Өзіміздің беседа бар. Әлі де араласып тұрсыздар. Мен ондай команданы көрмедім деп айтсам болады.
Бізде қалай айтсам болады, Қазақстанда бір жылы ойнайсың, келесі жылы басқа ауыссаң, сен ол жақта связсыз қаласың ғой. Иә. Мысалы бізде ондай жоқ та, Аллаға шүкір. Мысалы әлі күнге дейін бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз жақсы қарымыз. Расымен Бағанағы біздің коллективтің жақсылығын білдіреді деп ойлаймын. Виталий Жуковскийді ерекше деп мақтады осы Атыраудың ойыншыларына. Мен былтыр Түркияда 30 күн оқу жаттығу жиындарында болдым ғой. Сол кезде атыраулықтармен сөйлескен кезде бұрын бас бапкерді көрсек көзіне түспеуге, қашып кетуге тырысатын ек, қай уақытта болса да. Ал Виталий Жуковскиймен ондай жоқ, қай уақытта болса да ермін еркін қайта көргеніңе қуанып, қалжыңдасып әңгімеміз айтып кететінбіз дейді. Осы жағынан ерекше айтты. Енді осы Әлішер Әбсәлемов басқарған Атыраудың биылғы жағдайын өзің естіген шығарсың, бірнеше ай бойы қызметкерлері айлық алмады, басшылық ауысты. Түсініксіз жағдайда, мысалға нәтиже көрсетіп жатыр, команданың ойыншылары бар, сен кеттің, жаңағы Жуковский бапкердің өзі де кетті. Кім еді тобылға ауысқан бізде? Сигневич. Жагоров бар, Сигневич бар. Осындай ойыншылардың барлығын кетуі не себеп болды? Неге ауыс түйіс болды Атырауда? Енді кетуге келгенде, мысалы, қалай айтсам болады, Атырау енді барлығы айтып жатыр, ортағыл команда деп, всегда турнирдің ортасында тұрады деп. Енді әрбір футболшы үшін карьерный рост дейді ғой, бағанағы. Біреуі Тоболға кетті, мен мысалы Елімайға кеттім деген сияқты. Бұл өздерінің әр игроктың өзінің карьерный росты деп ойлаймын мен. Мысалы өздерінің шешімдері солай болды. Мысалы бұл командалар өзіне үлкен задача қойып жатқан командалар ғой. Мысалы Елімайда да мысалы чемпионство, тройка дейді, кубок, мысалы Тоболда да сондай деп ойлаймын мен өз ойым. Может сондай жағынан кетті деп ойлаймын. Бір жағынан басшылықты алмасты ғой, енді басшылық алмасқан соң. Мен ойыншылардың кеткенін ешқандай кінәлап отырғаным жоқ. Сендердің кетулерің бұл енді жүлдеге таласу үшін, әлбетте футболшының ғұмыры өте қысқа, бізде қазір 30-дан асса шал неғып жүрді, жастарға орын бермейді. Оның деңгейі бол, қалай ойнап жатыр, жастар келсе, ой, мен отыра ғой, менің орным сен ал деп біреу айту керек пе екен. Сондай түсініксіз пікірлер көп қой енді. Осы тұрғыда мен ойыншылардың кеткеніне ешқандай әңгіме өкпем жоқ. Барлығын түсінуге болады. Барлығы жүлде алғысы келеді, чемпион болғысы келеді, жалақысын көбірек алғысы келеді. Басшылық неліктен ауысты деп ойлайсың? Егер алдыға қойған басшылық облыс әкімдігінің қойған жоспарын толықтай орындады, Атырау финалға да шықты, Қазақстан кубогының. Тіпті ұтып кетуі де мүмкін жоғары болды. Әлі де оның жеңімпазына қатысты даулар, пікірлер көп мысалға. Неліктен Әлішер Әбсәлемовты қызметтен алып тастады деп ойлайсың? Мен енді бағанағыдай отпускі кезінде Ерболатовпен өзіме бір сөйлескенде бір кішкене қиыншылықтар болып жатыр деген әңгімені естіген, бірақ мен толықтай ол әңгімеге өзім қызықпадым. Ол кісі қалам деді, бірақ бір жағдаймен, енді білмеймін қандай жағдай болған, оны өзінен сұраған жөн деп ойлаймын. Сол үшін басшылық қалмаған соң Виталий Леонидович Жуковский да қалмады деп ойлаймын. Мен өз ойым ол кісілермен не үшін қалмадың, не үшін кеттіңіз деген общение андай дат болған жоқ, беседа. Енді өзің жігіттермен әлі сөйлесіп тұрамыз деп жатсың ғой, енді сол ортақ чаттарыңда Атыраудың да қазір Атырауда қалған жігіттер де бар шығар. Басшылық алмасты, қазір жақында Дидар Сыдықбек барды, команданың жетекшілерінің бірі болып. Осы бір өзгерістер жайлы не айтып жатыр қазір? Өзгерістер енді бағанағы келген басшылықтың қарыздары дейді ғой, финансовый жағынан кішкене қиыншылықтар болған ол кісілерде. Қазіргі келген бастықтар енді өздеріне бағанағыдай қаржылай жағын бірінші рет шешіп жатыр да. Енді мен нақты білмеймін, бірақ келген бойда бағанағы іштегі техничка апалардың, сол кісілердің айлықтарын құтылып берді деп естігем. Футболшылардың айлығын енді мен ол жаққа қызықпадым да, сұрамадым да. Тамаша. Енді осы қазір мен де естідім, қазір Дидар Сыдықбек барды, бірақ Дидардың өзі маған жеткен ақпараттар бойынша менің келгеніме де бұл жақта қазір қуанып жатқан жоқ. Кеткенімді қалап жатыр деген ақпараттар жетті. Алдағы уақытта Дидардың өзімен хабарласып біле жатармыз. Жалпы атыраулықтағы жігіттермен сөйлесіп тұрсың, қазіргі көңіл күйлер жақсы шығар, жалақыларын алып жатқан шығар, Жалақысын мен енді сұрамадым, бірақ көңіл күйлері жақсы. Руководство бағанағыдай жаз қалай айтсам болады, алдына мақсат қоя білетін басшы деп естігем. Бірақ ары қарай мен оны қандай, қай жағынан деп мен өзім қызықпадым. Жарайды, енді Атыраудың тақырыбына ораламыз. Бізде Тобыл Елімайға қатысты қандай видеолар бар, тағы да статистикалар бар ма? Осымен бітті. Бір сұрақ бар менде тек. Ол жаңа Тобылды Атыраумен ортақтаратын бір сұрақ. Ол Николай Сигневичке қатысты. Мен былтырғы қараған ойындарына, мына жыл қараған ойындарына, мен ойлаймын, осы Қазақстан чемпионатының столб нападающий дейді, бойы ұзын, сол мықты нападающий деп ойлаймын, шабуылшысы.
Сол кезекте сен Әділбек мен келісесің бе менімен? Сосын әрине. Сигневичтің қандай мықты тұсын атап өте аласың? Бағанағыдай оны алдыңғы сезонда оны дәлелдеді деп ойлаймын. 14 па 13 гол соқты қателеспесем. Вот Сигневич менің ойымша енді командадағы бағанағыдай біздің как жасы үлкен ойыншы Олжас Керімжановтың өзімен де бір ақылдасып андай қалай айтсам болады, бір салыстырып тұрады ғой, бұрынғы чемпионатта болған шабуылшылар. Енді сол айту бойынша мен өзім де мнением солай, Қазақстанға келген ең топовый нападающий деп есептеймін. Оған қарсы ойнау қиын ба? Әрине. Ол енді сіз бана айтып жатсыз, оны қандай жақсы жағы деп, оның баспен соққан соққылары өте жақсы. Мысалы жаттығуда да, мысалы кешегі ойында да көрдіңіз, кішкене момент анау жерде. Енді білмеймін мен басқа қандай нападающий ол жерде сала ма салмай ма, кішкене сәл момент берсең ол голға айналдырып кетеді. Қарап тұрсаң, 4 қорғаушының ортасында бір өзі тұрды. Сигневич қалай ашылып қалды? Кімнің кінәсі деп ойлайсыңдар бұны? Талқыладыңдар ма ойыннан кейін? Ойыннан әлі талқылаған жоқпыз. Енді ертеңдері болатын шығар деп ойлаймын. Бұл жерде енді кінәні біз өзімізден іздейміз. Бірінші менің де кінәм бар ол жерде, банағы Адебайон да бір-біріңізге сеніп қалдық. Бір-бірімізге сеніп қалдық да бұл жерде. Сигневич ол сондай нападающий да, банағыдай. Қалай айтсам болады, ол банағыдай сезеді дей ма, моментті сезіп жүретін ойыншы мысалы. Андрей Карпович енді ойынның алдында сен енді жақсы білесің, Сигневичпен бір командада болдың, осы бір жігіттің қасында персоналды өзің ойда жаңағы алаңнан шығып кетсе, алаңнан бірге шығып кет деген секілді саған тапсырылған жоқ қой, ерекше бір? Ондай тапсырма лично маған берілген жоқ, бірақ бізде теорияны бана занятиеде бізге емес, маған емес, лично общий біздің защитный линияға айтқан, ол нападающий көбіне дальний штангіден ближнейдан дальныйға сөйтіп орын ауыстырып жүреді деп. Сол бір-бірімізге подсказ беріп осылай сөйтіп қорғаныста сауатты ойнау керек деп негізі айтқан. Оның үстінде ойынның басы әлі кіріп үлгермей қалдыңдар ғой, байқамай қалдыңдар. Тағы да бір сұрағым бар, соңғы сұрақ, осы ойынға қатысты тактикалық түрде. Сен айтып өттің, Әділбек, біздер қорғанған кезде жаңағы африкалық қорғаушы Адебаиба деген сол сізге қайтып келеді, үш қорғаушы болып қаласыздар. Шабуылдаған кезде ол көтеріледі, оң жақ қаптал қорғаушы. Сол дұрыс па? Және де бұл бапкердің ойынға деген жоспары ма, әлде қалай бұл? Бізде бірінші таймда біз қателеспен 5 қорғаушымен ойнадық. Сол кезде ол ортаңғысы болған. Екінші біз бірінші тайм бітпей жатып біз схеманы ауыстырғанбыз. 4 қорғаушыға көштік. Ұтылып жатқан соң, иә? Ұтылып жатқан соң бізге жеңіс керек болды, ұпай керек болды деген сияқты ғой. Түсінікті. Осы сіздер 3 қорғаушы болып ойнаған кезде оң қапталға кім жауап берді сонда? Оң қаптал, центральный правый ма? Жоқ, Төлеубай жауап берді. Түсінікті, енді түсінікті. Жалпы енді Елімай жайлы өзің не байқадың? Андрей Карповичтен ерекшелік байқадың? Артықшылығы қандай екен? Жаңа команданың жайлы? Ерекшелік дегенде енді бана көріп жатсыздар, команда жастары көп, мысалы. Жастар командасынан келген ойыншылар бар. Владимировичтің өзінің, мен когда звондап сөйлескенде өзінің мнениесі банағыдай жастарға шанс беріп, сол балдарды ұлттық құрамаға дейін апару керек болды деген задачасын айтқан маған өзі. Сол енді Владимировичтің сонда бір айырмашылығы бар деп ойлаймын. Енді банағыдай көріп жатсыздар. Ол Әлібек Қасыммен жұмыс жасады көп уақытта. Әлібек Қасым ұлттық құраманың ойыншысы мысалы. Мен ол Қасымның карьерасына үлкен үлес қосқан тренер деп есептеймін өзім. Дұрыс айтасың. Енді Елімай қазір Астанада ойнап жүр, өзінің өз алаңындағы ойындарды. Және өткен жолы Қайсармен ойнадыңыздар. Кәдімгідей тәп-тәуір жанкүйерлер келді. 7.000-ға жоқ жанкүйер болды сол матчта. Осы жанкүйерлер жағы қалай екен Елімайдың? Өзіңмен араласып тұра ма, хат жазып хабарласып тұратын шығар? Бізде бір фанс дейді ғой. Елімай фанс дейтін, сол жақтан жазады всегда. Бана ұлттық құрамада да болғанда жазып бізге сәттілік тілеп тұрады. Енді мен бұл жерде айтсам Ақтөбеден кем емес деп ойлаймын. Даже кейбір жақтары лучше болмаса, мысалы, мен әлі Семейдің атмосферасын өзім алдыңғы жылы сезінгем, бірақ мен ол поляда әлі ойнамадым. Енді Алла қаласа алдымыздағы уақытта, может. Семейге оралып, ойнап жатсақ, Алла қаласа, тамаша. Енді біз қазір келесі ойын бар бізде, Елімайдың ойынына әлі де ораламыз. Әділбек, өзіңмен бағдарлама барысында. Біздегі келесі матч Тұран Қайрат матчы. Және осы матчтың бірден видеосына көз жүгіртіп алайық. Алғашқы минуттар, және де бірден пенальти. Зария бұл жерде құлатады, Заринан гол соғады, бірақ бұл гол есептелмейді, себебі var қарағаннан кейін. Ойыннан тыс қалған ба есептеліп? Ойыннан тыс қалып қойды, бірақ бұл жерде қорғаушының
Оған дейін тәртіп бұзып үлгерді. Иә, сол себепті Зария пенальти орындайды. Осылай 30 минутта Қайрат алға шығады. Жалпы бұл пенальтиде мен ойымша дау туғызбау керек секілді. Құлатып үлгерді. Допқа емес, Зарияның аяғына тиді, қорғаушының аяғы. Дегенмен де бұл жерде енді варның көмегіне жүгінді тағы да төрешілер. Одан кейін Тұранның шабуылы және Тұранның жауабы Қайраттың соғылған голына. Бұл бірінші таймның соңғы минуттар және осындай қауіпті сәт болады, бірақ допқа дарымайды. Екінші таймның басы және де бұл кезекте Тұран шабуылды бастай алмай, доп Зарияға келеді, Қайрат ойыншысына. Және де бұл жерде Зарияның, негізі Зарияны көп мақтап жатады ғой, бірақ Зарияның қателігін атап өткен жөн. Зария екі сол оң қаптал, сол қаптал қорғаушылары полупозиция дейді ғой, соны қалып қояды, Зария доп жоғалтады. Сол жерде көп тұрыңыз Громыканы мен Жоау Паулың реакциясы қандай. Бірден қарымта шабуыл, 2-2 шабуылдайды, және бұл жерде доп Стасевичке келеді. Әділбек айтып өткен өте тәжірибелі ойыншы, және Стасевичтің бұл жерде шеберлігі, тәжірибесі қарымта гол соғуға көмектеседі. Абылайхан Жұмабек екеуі кәдімгі бір-бірін күшті түсінісіп ойнап кетеді. Керемет комбинация арқасында, керемет қарымта шабуылының арқасында. Бұл жерден шамалы Зарияға да сын айту керек. Орталық шепте сенің қапталдағы ойыншылардың артқа кетіп қалды, артта бар болғаны 3 ойыншы қалды. Сен топты жоғалтып алсаң, қарымта шабуыл болады деген сөзі ғой. Ұтып жатсың, Топты жоғалтады, және де реакциясын көрдік қой, Громыка мен Жоауның қалайша мұндай моменттер болады деген. Қайраттың тағы да шабуылдары, бұл жерде Жоржиньо Тапаловқа. Зарияның қателігінің алдында алаңнан қуылды ғой бір футболшы Шербуков мысалы. Бұл жерде Тұран, Қайрат бір адамға кем ойнады. Шербуков екінші сарыға қалады. Бұл ойынның соңы және де Қайраттың екінші голы. Бұл жерде Жоржиньоның, португалдық легионердің ойынына баса назар аударамыз. Бірінші кезекте осындай комбинация. Өзі кәдімгі тікелей араласты. Бұл жерде Громыканың рөлі де зор, себебі Громыка өзімен бірге Пайришті алып кетеді, зона ашады. Және доп еркін Тапаловқа келеді, Тапалов бірден Жоржиньоны көздейді. Дәл осылай Қайрат алға шығады. Бір ойыншы кеп ойнап жатып. Және Тапаловтың да пасы 11 метрліктің тұсына әдейін барады. Еркіннің де еңбегін айтып кетуіміз керек. Және Жоржиньоның біздің Қазақстан премьер-лигасындағы алғашқы голы ғой. Ол айта кету керек, бұл жерде Жоржиньо, қателеспесем, мен Эльдар Сантаның орнын басады. Бірінші ойыны негізі құрамда шыққан. Және де міне алдарыңызда статистика. Бұл статистика бойынша да Қайраттың басым болғаны көрініп тұр. Гол соғу ықтималдылығы жоғары, қақпаға бағытталған соққыларын да көріп отырсыздар. Бұрыштамалардан Тұран алда болды, бірақ дегенмен де Қайрат осы ойында жеңіске жетті. Бір ойыншы кем ойнап жатып, 3 ұпайға иеленді, және де Жоржиньоның еңбегін атап өту керек бұл ойындағы. Өте көп қозғалды, артқа командаға, жаңағы черновой работа дейді ғой, допты тартып алу жағынан да көмектесті командаға. Осындай нәтиже. Әділбектің өзін сұрайық енді, Тұран мен Қайраттың ойынын қараған шығарсыңдар, не айтасыңдар, жалпы Қайрат қалай, Тұран қалай? Енді бұл команданы Қайрат алдыңғы жылғы чемпиондар. Бұл командаға қарсы ойнау всегда андай жақсы ощущение деп ойлаймын. Әрбір футболшы үшін Тұрандадағы ойыншылар, мысалы жас ойыншылар шығып жатыр, өздерін көрсету мақсатында деп ойлаймын енді бұл жерде. Енді Қайраттың осындай минималды түрде жеңісі. Оның үстіне 10 адаммен. Әділ болды дейсің ғой енді, жалпы Қайрат мықты. Әділ болды десем қазір Тұранны. Тұранда енді өзіңнің бапкердің ойны, қазір Жуковский бапкер сол жақта ғой. Атыраудан да барды ма бірнеше ойыншы осы жаққа? Стасевич барды. Стасевич қана ғой, Хаткевич екеуі. Атырауда ойнаған. Қақпашымен, жалпы Тұранның мүмкіндігі жайлы не айтасың енді? Бас бапкері таныс өзіңе, бірнеше ойыншы таныс. Енді мен сізге айтайын, бағанағыдай. Леонидович жүрген жерде, Виталий Жуковский жүрген жерде коллектив өте жақсы болады. Мен оған бірнеше рет көзім жетті. 22-ші жылдан келді деп, екінші жартысында келді ғой. Содан бастап, мысалы, команданың коллективі жақсы болады. Бұл команда енді төменгі таблицында жүреді деп айта алмаймын. Мысалы, за счет коллектива, за счет характера ойнайтын команда. Бұл
бағанағыдай алдыңғы жылғы Атырау болады десем де қателеспеймін. Иә. Командадағылар біріміз біріміз үшін деп ойнай алады, Бұл жерде де бағанағы опытный ойыншылар бар ғой, Стасевич бар, Юденков бар, мысалы Милойко бар алдыңғы жылы, мысалы Қайсардың лидерлері дейді ғой, Паевич дейтін қақпашының өзі де мысалы Атырауда болды алдыңғы. Нағыз Қазақстан премьер-лигасына төселген ойыншылар бар, мықты. Жалпы Жуковский бапкер өзің Атырауда жүрген кезде келді ғой, енді маусымның ортасында келді. Бірден келе салып осындай қарым-қатынас орнатып кетті ме, әлде уақыт өтіп барып үйрендіңдер ме бапкер? 22 жыл бұл екінші жартысында келді, қателеспесем. Ол кезде мен Қайсарда арендада болған, бірінші лигада. Бұл кісімен мен өзім банағы 2022 сезон біткелі, мысалы қыста дейді ғой, отпускіде өзімнің туған күнімде бұл кісінің звоногы келіп тұрды, сол кезден танысқанбыз біз бұл. Мен ондайды күткен жоқпын, мысалы әрбір тренер звондап өзінің қызығушылығын білдіріп, мысалы. Жалпы бұлай Жуковский еуропалық стильдегі бапкерге ұқсайды, қарым-қатынас жасау жағынан, ашықтығы жағынан да, интервьюді де береді, проблемасыз, ешқандай мәселесіз. Сондай бір керемет несі бар да, қасиеті бар. Жуковский бапкермен мен ең бірінші былтыр Түркияда жүргенде, оқу-жаттығу жиынында жүргенде барып, Атыраудың ойынына бардым, ең бірінші ойын. Сол кезде Жуковскийге интервью алдым. Өте ашық, жаңағы сөйлесіп, сені бұрыннан бері танитын секілді, ойын айтып, командада не бар, қандай проблема бар, оны жасырып жатқан жоқ. Ойыншылардың барлығын, сосын анау басқа ойыншылардан сұхбат алып жатсақ, олармен әзілдесіп, сөйтіп тұрды. Мен жалпы Жуковский бапкермен тілекші боласың бұндай бапкерлерге, ашық болғаны. Жалпы журналистер қауыммен ашық болса, сен оған тілекші бол, осы команда жеңсе екен. Жуковский қателессе де бір соның қателігін бір аймандай бір жерде айтқың келмей, жағдай не дейді, жақсылығын асырып, жаманын жасырып сөйтіп қалып жатсың. Сондықтан Жуковский бапкерге жалпы Атыраудың өткен команда былтырғы құрамына кәдімгідей дән ризамыз. Биыл да Тұранмен таптамаша өнер көрсетіп жатыр. Бірінші турда Тұран жеңіске жетті. Өз алаңында кім тұтты? 2-0. Оқжетпес тұтты. Кеше мынандай нәтиже тіркелді. Тұран ортаңғы бір алғашқы бір 7-8-лікте жүретін секілді. Қайрат енді мықты. Әлбетте биыл біраз Дастан Сәтбаевтың да фактор әсер етеді. Жаңағы Громыко биыл үйренді командаға. Сондықтан кеше 10 ойыншымен жүріп, Тұранда, Шымкентте жүріп, енді Түркістанда жүріп, Тұранда түк өтуде бір Қайраттың биылғы амбициясының кәдімгі чемпиондыққа төтеп беретінін, кәдімгі чемпиондық атақты абыроймен қорғауға тырысатынын көрсететіндей. Айбек, бұл жерде бұл ойыннан алшақтап кетпей тұрған кезде мен бір инсайт айтып жіберейін плюс футболға. Мен Паевич, Милойко деген ойыншылар келді ғой Тұранға. Мен сұрақ қоятын едім, бұл ойыншыларға қаражат қайдан табылды? Мен түсінікті ғой, легионерлер Тұран енді айтып баратқандай мықты, қаржы жағынан мықты команда емес. Және Стасевич қалай келді, Хаткевич қалай келді деген кезде мен маған бір кісінің айтқаны. Негізі Стасевич бұл командаға жалақы үшін келген жоқ. Оның жалақысы кішкентай. Ол Александр Глебтің рекордын басу үшін, және 20 ойын керек Александр Глебтан асу үшін. Сол себепті осы 20 ойынды Қазақстан чемпионатында өткізу үшін кішкентай жалақыға келді деген ақпарат бар, инсайт бар. Мен ойымша бұл керемет дүние. Сосын ақшасына қарамай. Тағы бір айта кететін, бұл матчта Георгий Зариус қашаннан бері барын салып жүр ғой, ұлттық құрамаға ілінемін деп. Сол ұлттық құраманың бірінші қадамын жасап, алғашқы матчын өткізген Арменияға қарсы. Бұл да бір Қайраттағы ойынның бір жемісі ғой негізінен, өйткені биік деңгейде өсіп берген футболшы. Қазір Грузияның құрамы өздеріңіз білесіздер, өте мықты құрам. 2-1 ойынын өткізіп, кеше Арменияны ірі есеппен жеңді. Георгий Зария өзінің алғашқы дебютін жасады осы. Тамаша. Инсайт демекші, біздегі қазақ футболында отқан жаңалықтарға да тоқталып кетуге болады. Давид Лория бүгіннен бастап Қазақстан футбол федерациясының бас хатшысы болып тағайындалды. Давид Григорьевичке сәттілік тілейміз, әлбетте. Екінші жаңалық, Астана Ордабасы матчының басталу уақыты өзгерді. 5 сәуір күні 19:00-де еді. Дәл осы күні кәсіпқой бокс кеші болады. Жерлесіміз қазақ боксының мақтанышы Қазақстайл Жәнібек Әлімханұлы 2-1 чемпиондық атақты Қазақстан тарихында тұңғыш рет біздің елде қорғайтын болады. Екі чемпиондық белбеу міне сол 19:00-де ол да басталады. Міне осыған орай уақытын ауыстырды. Екеуі Барыс аренада. Сіз Астана аренаға футболға барып, Астана Ордабасы турдың орталық матчы шығасыз да бірден Барыс аренаға барып, Қазақстан тарихында болып жатқан тарихи оқиғаға Жәнібек Әлімханұлы жанкүйер болады. Сол жерде Сұлтан Зәуірбек секілді, біздің ағайынды Төрехандар секілді мықтыларымыз, тіпті өзбек боксшысы, жаңағы 2-1 олимпиада чемпионы
Бахадыр Жалолұлы өнер көрсетеді. Сондықтан билет алып үлгермесеңіздер, алып үлгеріңіздер. Және бір жаңалық, Атырау Қайрат ойынының өту күні өзгерді. Кездесу күні жоспарланған 12 шілдеден 6 сәуірге, яғни Мұнайшы стадионда 6 сәуірде болады. Бұл да бүгінгі осы жаңалық. Командалар ойындармен алмасты деген сөз ғой, иә? Иә. Енді қазір 6 сәуірде осы Атырауда өтеді екен Қайраттың ойыны. Тағы бір жаңалық, Асқат тағы берген тобылға ауысты. Бұл енді қазақ футболындағы осы өткен аптадағы және басты жаңалықтар. Бүгінгі тоқталып өттік. Қайрат Тұран матчына әлде ораларымыз, егер тағы да бір айтылмай қалған нелер болса, бізде келесі матч Астана Жетісу арасындағы ойын. Астананың айқын жеңісімен аяқталды. Ендеше сол ойынға бір. Бірден видеосына көшейік, себебі бұл ойында қауіпті сәттер өте көп болды. Енді ашығын айтайық, Астананың деңгейі бөлек. Ойында жетісуге қиын болды, және де міне 13-ші минуттан бастап осындай керемет сәттер орын алды. Барталец Тамасовтың пасынан кейін есеп ашуға мүмкіндік болды. Кавлиновтың қателігі және Тамасов бұл ойында бірінші голын соғады. Негізі Тамасов бұл ойында хет-трик жасаған, 37 жастағы футболшы. Енді Смаковтың өзінің ойын стилі бар дейді. Ойыннан кейін журналистер сұрақ қойған. Неге сіздер қақпадан пас беріп шығасыңдар деген сияқты. Ол Смаковтың жауап бергені, бұл менің ойым стилім, мен осылай ойнағым келеді деп. Және де тағы да бір қауіпті момент. Бұл жерде енді Кавлинов құтқарады. Бір жағынан Смаковтың айтып отқаны жаңағыдай әлем болашақта бәрібір осы стильмен ойнайды дейді да, жаңағыдай қақпашымен. Сондықтан қателессе де осы күйінде қалу керек деп. Жетісудың жауабы осындай айбалының сыртынан бағытталған соққылар болды. Байқап отырсаңыздар, барлығы осы бірінші таймда отқан моменттер. Өте көп соққы болды, өте көп момент болды, және де енді Астана қиналмады ғой, шеберлігінің арқасында класс дейді ғой, бұл команданың классы бар, ойыншыларының деңгейі. Жалпы тағы осы ойындағы бір ерекшелік, жанкүйерлер өте көп болды. Біздің осы Қазақстан премьер-лигасында алғашқы 3 турдың қорытындысы бойынша топ 3 матч бар, жанкүйер көп жинаған. Ол әлбетте ел классика Астана Қайрат 26 мың адам. Және Қайрат Ордабасы болатын 7 мың жанкүйер жиналған. Дәл осы матчқа 8.922 жанкүйер ресми статистика бойынша жиналыпты. Алғашқы үздік деген 2 жанкүйер жинаған. Былай қарасаң, Жетісуға қарсы. Жетісу ондай мықты қарсылас емес. Демек, бұл елордадағы футбол жанкүйерлерінің де кәдімгі көбейе бастаған байқатар ғой. Футбол сағынғаны, оның үстіне былтыр ұлттық құраманың жетістігі, Европа біріншілігіне шығуға бір-ақ қадам жетпей қалғаны барлығы әсер еткен секілді. Футболдың да сапасы артқан секілді ғой. Қалай ойлайсың енді? Трансляциядан байқасаңыздар, негізінде жақсы сапаға көше бастаған трансляцияның ракурстарының барлығы. Ол екінші голдың сәті ғой. Біріншіден аяғы, бұл жерде енді Тамасовқа берілген пас, Тамасов әдеттегідей ортаға ығысады. Ығысу арқылы соққы жасағысы келеді. Бірақ доп Барталецке келеді, және де Тамасовтың бұл жерде енді шеберлігін көріңіздер. Бокс кеңістікті көріп тұр Тамасов, жүгірмесе де, енді бұл жерде енді Жетісудың тіреуші жартылай қорғаушылары ұйықтап қалған сияқты шамалы. Жоқ, ешкім Марин Томасовты жүгіріп келеді деп ойламады ғой деймін ана жерде. Бір қарағанда бір орында тұрған сияқты, дер кезінде жылдамдықты арттырды, жетіп келді. Кәдімгі доп сол жерге келетінін күні бұрын білген адам секілді. Жетісудың жауабы осындай болды. Көбінесе айып алаңның сыртынан бағытталған соққылар, басқа енді Жетісудың жас ойыншыларының шамасы келмеді. Бұл жерде Такулов бағыттады соққыны. Бір қызығы, мен Тамасовтың соңғы рет баспен соққан голын баспен гол соғатын бет өзі деп. Үйреніп қалғанбыз ғой біздер ығысып. Және де Тамасовтың тағы да бір маңыздылығы, Тамасовтың ойын стилінің өзгеруі, міне екінші таймдағы шабуыл ортаға ығысып жатыр да. Барталецке қапталды босатып жатыр. Бұдан бөлек өзімен бірге екі ойыншыны Жетісудың алып кетті, назарын өзіне баулап алды. Және де бұл жерде Барталец соны көріп, Эбонгқа пас береді, Эбонг соққы жасауға мүмкіндік алады. Бұл, менің ойымша, осы маусымдағы Тамастың ең басты трансформациясы. Яғни бір қапталға қадалып қалмай, позициясын өзгертуі, ортаға ығысуы, және Барталецпен түсіністік табуы деген сияқты, Барталецке зона аша бөлуі, қаптал аша бөлуі. Осы жылғы Григорий Бабаянның Астана ойынына енгізген ең басты ерекшелігінің бірі.
Шабуылдар легі жалғасып жатыр. Тағы да сол қапталмен шабуыл, Шамконың берген пасы, Грибши соққы жасауға тырысады, Тамасов және Кавлинов енді тер төгіп жатыр, жұмыс жасап қақпада. Өзінің қатесін жуып шайып жатыр ғой әлгі жерде. Жалпы Калинов осы матчта енді турдың ең үлкен сейфін жасап отыр ғой. Негізі 14 сейф жасапты ол бір матчтың өзінде. Енді қақпаға 17 соққы бағытталған, тура бағытталған соққылар. Ал мынау үшінші гол хет-трик жасайтын сәті Томасовтың және Еш қиналмастан. жеке шеберлік. Еш қиналмастан. Алдыңғы жылдары осы Томасов кету керек, Астанадан қартайды, барлық оқып алды бұның ойынын деді, бірақ былтырдан бастап Томасов өзінің ойын өзгертті, тек қана қапталға ғана қатып қалған жоқ. Қазір алаңның ортасына ойса, Томасовқа қарсы өзің ойнап та көрген шығарсың. Не айтасың Томасов жайлы? Мықты ойыншы ғой. Иә. Опытный бағанағыдай айтып отыр. Европада көрген мысалы. Сол аяғымен мысалы өте көп нәрселер істейді. Мысалы, қалай айтсам болады, мысалы защитниктің тілінде айтамын, читать ету ол ойын үшін өте қиын. Мысалы, сол жағына ала деп келеді, ол оң жағына алады да. Мысалы, оң жағымен кетсе, сол жағына өзінің родной аяғы сол жақ қой негізі. Иә. Читать ету ол ойын үшін өте қиын негізі. Мысалға барлығы айтады, бір қимылды жасайды. Арена Раббен секілді алаңның қапталдан алаңның ортасына қарай ойсады да тебеді. Неге соны оқып алмайды қорғаушылар дегенді айтады да, сен қазір ол біз үшін жұмбақ деп отырсың. Бұл финт қой, қозғалыс қой. Ол екі аяқпен де жұмыс істейтін ойыншы ғой. Мысалы, бағанағыдай. Бұрын жаңа сіз айтқан әрекетті Тамасов жасаған кезде айтатын едік біз, қорғаушылар жылдамдық жетіспейді деп. Бірақ жасы 37 келді ғой Тамасовтың. Әлі күнге дейін соны жасайды. Солай гол соғады. Жылдамдықтан деп ойламаймын мен мысалы. Бағанағы өзімізге келе жатқанда ол ойыншының мысалы сол жағымен алатын біліп кетасың да, бірақ оң жағымен алып кетеді да мысалы. Моменттер болған сондай ойындарда. А мысалы енді екі жағынан күтіп тұрасың, қай жаққа алады мысалы ол. Тек қана сол аяғын күтіп тұрсаң, оңға қарай жеке шеберлігі деп ойлаймын мысалы ойыншының. Ана ритмді жоғалтпайды, қозғалысты және допты алысқа ұзатпайды, өзінен аяғына жабыстырып алғандай келеді. Сен немесе шалып түсіресің, немесе қателігін күтесің. Басқа сенде ешқандай таңдау қалмайды. Астана Жетісуды 3-0 минутта ешқандай күмәнсіз жеңіс. Жетісумен былтыр турдың соңғы ойында да ойнаған Астана, Талдықорғанда ол кезде де ресеп тіркелді. Жалпы жақсы таниды. Жетісуға қарсы Астананың азуы әбден өтеді. Сондықтан енді қазір міне Тобыл Елімай талқыладық, Тұран Қайрат талқыладық. Соның ішінде енді Астана мен Жетісуға кезек келді ғой. Биылғы чемпиондыққа таласуы мүмкін деген 4 ұжымның да ойыны көрініп садық. Астана, Қайрат, Тобыл мен Елімай. Не айтасың Астананың әлеуеті жайлы биылғы? Астана енді бағанағыдай команданың 90%-ін десек даже 100%-ін дейікші. Алдыңғы жылдан алып қалды да, мысалы оларда қазіргі уақытта преимущество сыгранность деп ойлаймын. Мысалы Қайратпен екеуінде де бұл команда чемпионатты жақсы бастаған себебі осы деп ойлаймын. Өзімнің ойым. Мысалы сіздер де сөйтіп ойлайтын шығарсыздар мысалы. Келісеміз, потому что кеткен ойыншылар жоқ қой, тек келгендер болмаса, Кеңесов келді. Шамко келді, бірақ Шамко бұрын ойнаған ойыншы өзі, оны сіңісудің қажеті жоқ бұл коллективке. Бұл ұжымды жақсы біледі, точечный дейді ғой. Сыгранность қалды деп ойлаймын. Сол үшін бұл жақсы результат сезонның басынан бастап жатыр да. Енді Мұхамеджан Сейсен биыл негізгі құрамнан орын алды. Бұл командадағы басты ерекшеліктердің бірі, әлі 3 турда 1-1 гол өткізген жоқ өз қақпасына. Сондықтан Сейсеннің де ұлттық құрамаға шақырту алып, ұлттық құрамада кеше өзінің ресми алғашқы матчын өткізді Лихтенштейнге қарсы. Және ол жақта да гол жіберген жоқ. Әдемі Сейсен үшін қуануға болады. Және Арман Кеңесов қайтып оралды ғой. Осы Астана сапына келді. Негізі былтыр келуге болатын еді, Ақтөбемен келісім, Ақтөбеге жалға берілді, бірақ келісім шарты Астанаға тиесілі болған. Арман Кеңесовтің мүмкіндігі жайлы не айтасың, Нұркен? Негізгі құрамға шыға ала ма? Арман шебер ойыншы екенін білеміз, біз бәріміз. Бірақ енді Астананың ортаңғы жаңа полузащитасы дейді ғой, ортаң алаңын алатын болсақ, бұл жердегі шебер ойыншылар бар. Грибши өзің белгілі да, Астананың шабуылына ықпалы өте жоғары ойыншы. Аманычты алмастыра алмайды. Аманыч себебі ол отборға жауап береді, топ тарту алып жауап береді. Бұдан бөлек Эбонг бар, Беларусь құрамасының ойыншысы. Білмеймін, енді сәті түсіп, Кеңесов те өзін көрсетіп жатар. Маусым ай соңына дейін әлі кубокта да мүмкін көрсетер деген сияқты. Бірақ менің ойымша қиын сияқты, Әділбек келісетін шығар мен. Конкуренция жеңу Астанада өте қиын. Марочкин өзі қосалқы құрамында отыр. Конкуренцияны жеңу қиын болған соң, бір жаманы бұдан біздің ұлттық құрама зардап шегіп жатыр. Қазір негізгі біздің ұлттық құраманың намысын қорғау керек. Оның үшін жартылай қорғаныста кеше біраз сұрақтар туындап жатты, жарақат алып қалып жатқан ойыншылар болып жатты. Сол кезде Арманның егер негіз құрамда жүрсе,
алынатын бет. Әлде де енді Арманға сәттілік тілейміз. Астана секілді командада негіз құрамынан бұл жерде паспортыңа қарап алаңнан орын бермейтін болып тұр ғой, негізі. Ондай жоқ деп ойлаймын мысалы. Иә, кез келген командада ойыншы өзін доказать ету керек. Мысалы сіздер бағана айтып жатсыздар, Мұхамеджан Сисен алдыңғы жылда қосалқы құрамда ойнап, бір қателеспесем Пафосқа қарсы ма сол ойында? Иә. Сол өзінің шеберлігін көрсетіп, Пафосқа қарсы. Мысалы сондай мүмкіндіктер может бұйырып қалар. Келесівқада. Сондықтан Арманның да әлде алаңның негіз құрамынан табылатын сәті алда болады деп ойлаймыз. Астана матчы жайлы тағы не бар өзіңде? Мен бір сұрақ бар, тек сен Әділбек айтып отырсың, Тамасовтың жылдамдығы жағынан жоғалтқан жоқ. Бұны тоқтатудың бір жолы персоналды ойнау деп айта аласың ба? Персоналды ойнауға бола ма жалпы шабуылға Тамасовты? Мысалы, именно Астанаға қарсы персональный ойнау деген мен білмеймін. Жоқ, бір ойыншыны соңға тіркеп қойсан, мысалы. Жылдам ойыншыны. Қателеспесем бір жылдары Қызылжар ойнаған сияқты ғой, сол сияқты. Қызылжар ойнады, сосын осы 1-2 жыл бұрын Ақтөбе ойнады, сол қапталға Танжарқовты қойып қойды да, сол Танжарқов жабысып алып Тамасовқа дым сеткізген жоқ. Мысалы, банағыдай бұл жерде тағы айтып отырсам, Атырауға келіп жатырық қой банағыдай. Бізде бір қызық жағдай болған. Именно сол Тамасовқа қарсы тактикалық тұрғыда Жуковский оң жақ аяқпен жұмыс істейтін ойыншыны Тамасовқа қарсы қойған. Сол жақ қорғаушы ретінде. Мен бапкердің өзінің ойы болды, сол кезде мен оны дұрыс сұрамадым да, не үшін екен, бірақ шет жағасын білгенде сол жақ аяқты ойыншыға оң жақ қорғаушы қиынырақ түседі деген. Иә, оң аяғын тосады ғой, сол аяғына қарсы. Біз мысалы Атыраумен солай ойнадық. Наджарян мысалы сол жақ қорғаушы болып ойнады сол кезде. Қалай болды енді сол кездегі ойын? 3-2 есебімен әрине жеңіліп қалдық. Енді ойынды көрген шығар бүкіл. Томасов гол соқты ма ойында? Томасов қателеспен соққан жоқ. Соқты жерде 2 пенальтиден соқты. Иә. Қателеспесем, Томасов соқпады. Бұл ойындарга былтырғы шулы болған ойындардың бірі ғой негізі. Соңғы минутта соғатын емес пе әлгі төреші бір қосымша уақыт қосып, сол сәтте вардан пенальти белгілеп, Ақтөбемен Атырау теңестіріп кетеді ғой соңғы минутта. 97-ші минутта теңестіреді Керімжанов, керемет ойын, былтырғы естен кетпес матчтардың бірі. Алматыда болған. Тамаша ойын болды. Мен расымен сол кезде мысалы Наджарян өзін жақсы жағынан көрсетті Томасовқа қарсы. Томасов мысалы бізге қарсы енді ештеңе істемес деп ойлаймын сол кезде. Демек тоқтатуға болады екен ғой онда Томасов. Әрине, любой футболшыны мысалы дұрысынан персоналды түрде дайындалса, оңқай защитникті сол жаққа қойып, Леонидовичтің өзінің қойған тактикасы солай болды сол кезде. Бір қарасаң, біздегі өзге бас бапкерлерге Қазақстан премьер лигасында ойнайтын Астанаға қарсы ойында бір лайфхак болып тұр ғой. Танжарқовты айтып отырмын ғой, ол да сол оң қапталда ойнайтын ғой, сол қаптал болып қояды да, сол Тамасовтан жасып оң аяғынан ыңғайлап тұр сол кезде. Әдемі. Сол аяғына қарсы оң аяғын тосу керек. Әдемі, керемет тактика. Ал енді бізде келесі ойын Әділбектің туған командасы Атырау Ақтөбемен болды. Батыстық дерби. Бірақ дерби күткен жанкүйерлер, атыраулық жанкүйерлер дербиді көре алмады. Әділбек, сен ойынды қарадың ба? Басын қарадым, иә. Жүрегін ауырады шығар қазір. Ендеше қарамасаң қазір толықтай қарап алуға. Видеосына көшейік бірден видеосына көшейік. Осындай ойынның басында 7-ші минутта стандарт жағдайдан кейін Ақтөбе есеп ашады. Бұл жерде Атырау қорғаушылардың қателігін пайдаланып, Агбо есеп ашып кетеді. Шапшаң қимылдап, мен ойымша психологиялық түрде бұл гол Ақтөбеге өте бір пайдасына келді, басымдылық берді. Атырауның жауаптары келесідей болды. Мына жерде қателеспесем, Матеус Пальде қыбырайма соққы жасайды, Влад бұл соққыны қайтарады. Негізінде Атыраудың көп шабуылдар осы аут немесе стандарттардан келген шабуылдар. Ақтөбенің қарымта шабуылы бірінші тайм аяғы, және де бұл жерде Анжелковичқа назар аударамыз. Анжелкович бұл ойында оң қаптал қорғаушысы болып шығады. Бізге оны алдыңғы ойындарда оны қорғаушымен ойнаған ғой. Жоқ, бұл 4 қорғаушымен ойнады. Мен Ақтөбенің ойыншыларымен сөйлескенмін. Анжелковичті осылай таңдады. Оң қаптал қорғаушысы қылып. Бағдат Қайыровтың бар, Скворцов бар, бірақ соған қарамастан осылай. Және де осы қателеспесем бірінші таймдағы мүмкіндіктердің бірі, бұл жерде мына бір ойыншының әрекетіне түсінбедім мен. Қарымта шабуыл кезінде ары қарайға қашып бара жатыр да. Умаев бұл жерде гол соға алмайды, бірақ дегенмен бұл португалдық легионер Марайш неге ондай әрекет жасағанын мен түсінбедім шыны керек. Екінші таймның мүмкіндіктері және де Ақтөбенің шабуылы
қателеспесем бұл жерде қазір соққы жасайды. Думбуя бұл ойында өте жылдам болды. Бұл жерде Агбо қайтадан жартылай тіреуші қорғаушы. Бұл ойында ойқастады ғой, енді бір атакующий футболист ретінде алға барып осындай соққылар жасап, Ақтөбе сапындағы мен ойымша ең мықты ойындардың бірі деп ойлаймын, осы Ақтөбе көшкелі бері Агбоның. Екінші тайм тағы да Ақтөбенің қарымта шабуылдары, және де бұл жерде енді Ивкович тоқтата алмай жатыр Атырау қорғаушылары. Бұл жерде Думбуя қателеспесем қазір кімге Умаевқа тағы да бір сәтті мүмкіндік жасап береді, бірақ Умаевтың шабуыл шеберлігі жетіспей қалады гол соғуға. Үшінші гол бұл жерде енді Атырау қорғаушыларының бір дөрекі қателігі болып, мұндай қателікті жасауға болмайды деп ойлаймын. Мен премьер-лигада өнер көрсеткен соң, және де оңай Ақтөбе үшінші голын соғады Ивкович. Бұл жерде білмеймін, Атырау қорғаушылардың бір-бірін түсінбеушілігі ма, әлде қорғаушылардың жеке шеберлігі ма? Пікірін тыңдап отырайық та, не болып жатыр Атыраумен қазір? Мен Сен ойнаған Атырауға ұқсай ма, ұқсамай ма? Бұл кезде енді мен алдыңғы жылмен салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Қарасаң, сол алаң, Атыраудың алаңында ойнай алмайды деп айтады бәрі, бірақ қазір көріп тұрсың, батыстық дербиде кәдімгідей. Соңғы гол Дархан Бердібек, Ақтау футболының түлегі, нүкте қояды осы ойынға. Бұл ойындағы голдар банағы стандарттан соғылды ғой, біріншісі қателеспесем, екіншісі автогол болды мысалы. Үшіншісі банағы қателіктер деп жатыр, осы флангі болып жатқан, ол Атырау футболшыларының өзінің жасап жатқан қателік деп ойлаймын мен өзім. Енді Атырау бұл ойында мен эфирден көргем, бізде ойын болды, оның одан кейін эфирде бұл открытый футбол ойнайды деп ойлаймын. Бұл командаға ашық футбол, мысалы атакующий. Ал бізбен қарсы ойнағанда енді бұл команда бізге допты беріп қойып, қорғаныста и контратакаға ойын сондай үлгісі. Мына ойында мен білмеймін қандай бапкердің қойған тапсырмасы қалай болғанын. Мысалы бұл ойлады деп ойлаймын, мысалы алаңға үйрене алмайды, қазір біз гол соғып аламыз деген сияқты. Жоқ, қарасаң енді алаң нашар деп Атырауда бір сәтсіз ойнап қалған командалар алаңды кінәлап жатады ғой. Алаң, бірақ Ақтөбе сол алаңды елемей. Жоқ, әрбір командаға әртүрлі ғой деймін. Мысалы Ақтөбе ерте гол соққан себепті, мысалы ары қарай темпті Атырау ашылуға тура келді, шабуыл жасауға жаңағы. Бір қарасаң, ағылшын премьер-лигаларын қарасаң, бірінші болып жіберген командалар аутсайдерлер мықтылардан ұтылып атса да, бірден ұтылып атса да шабуылға шықпайды. 80-ші минутқа шейін, бір 80-ші минутта қаяқтан күш қосып алғанын білмейсің, қорғанып жатат та барлығы лап қойып қарымта шабуылға шығып, қысып ақыр бірде-бір қылып теңестіріп, тіпті ұтып кетіп жатады ғой. Осы бір тактиканы біздің Қазақстан премьер-лигасында командалар неге көп қолданбайды, мен соны түсінбеймін. 1-0 болып жіберіп алады да, мысалы аутсайдер командалар. Болды, шабуылға шығамыз дейді, ары қарай 2-0, 3-0, 4-0. Қарымта шабуылдың бәрінде гол. Неге осы ағылшын премьер-лигасындағыдай 1-0 ұтылып атса да ештеңе жоғалтқан жоқпыз. Қазір соң жағында бір гол. Өзіміздің мүмкіндігіміз, әрбір командада бір мүмкіндіктің болатыны белгілі ғой. Гол соғатын 90 минутта сенде бір сол момент салайық деп бір неге қорғаныста жатып алмайды? Өзің айтшы, Әділбек. Мен білмедім оны. Ол әрбір бас бапкердің өзінің ұстанымы дейді ғой. Сондай шығар деп ойлаймын. Жоқ, сенің әрекетің қандай болу керек деп ойлайсың? Осындай мықты команда Астанаға қарсы ойнап жатсыңдар, басқа болсалар, мысалға өзің Атырауда жүрген кезінде осындай аутсайдер командалар не істеу керек? 1-0 ұтылған кезде бірден басын бәрін ұмытып шабуылға ұмтылу керек пе, әлде өз сәтін күту керек деп ойлайсың? Өз сәтін күту керек деп ойлаймын. Бағанағыдай бұл алға қарай ашылып қалсақ, бағанағыдай мастерство дейді ғой, мысалы Астана бар, Қайрат бар, мысалы. Жеке шеберлік, мысалы Тамасовтың өзі жасап кетуі мүмкін ойында кешегідей, мысалы. Бірақ басқа тұрғыдан қарайтын болсақ, футболшы тұрғынан арқаға жатып алып ойнау футболдан ләззат алмайтын сияқтысың да сен, қайта-қайта көп күш кетеді ғой. Көп күш кетеді оған. Видеоны бізге қосып қойса, екінші гол анау португалиялық легионердің қашып кеткен сәтін көрейік, сол жерге келем дегенше. Оған дейін осы бір ойынды талқылай берсек болады. Енді Ақтөбенің жеңісі жайлы не айтасың? Ақтөбенің биылғы мүмкіндігі жайлы. Мүмкіндік, мысалы, тоже бұл командада өзіне үлкен задача қойып жатқан командалар ғой, мысалы. Әрбір ойындарынан зависит, әрқайсысы мен қазір түп басып айта алмаймын, Ақтөбе осылай деп. Ақтөбенің негізі күші өзінің орталық Қобылан стадионына оралған кезде еселейтін сияқты күші деген себебі. Енді бұл стадионға келген кезде Ақтөбенің ұтылуға деген шанс жоқ қой. Өз жанкүйерлерінің алдында міндетті түрде ұту керек. Сол себепті Ақтөбе әлі күшейетін сияқты маусым барысында. Менде басында Леонов бапкерді біраз сынадық, дегенмен
ұтылмаған команда жалғыз, әзірге осы чемпионатта Ордабасымен тең түсті. Одан кейін міне Атырауды ұтты, одан кейін Тұранды ұтты. Қазір топ бастап келе жатқан командалардың қатарында. Сондықтан Ақтөбенің биыл автоголда соққан Айбек осы қателеспесем Мараиш осы. Жаңа айттым ғой, Португалия қашып кетті дедім ғой, өз аяғынан. Міне осы негізі доп бағытталған. Әділбектің пікірін білейікші. Қазір мына қорғаушы не істегісі келді, сен айтып берші енді қорғаушы ретінде. Бұл жерде мынау доппен келе жатқан Қайда қашу? негізі бұл ойлаған секілді, ар жағынан банағы Умаев ол наоборот ары қарай болып зона ашады деп ойладым. Болмаса Ақтөбені анау бір PlayStation ойнаған кезде бір джойстик істемей қалып бір басқа жаққа ойыншы лағып кетіп бара жатады ғой. Мен тура сондай бір дүниені байқадым осы бір жерде. Осы бір жерде енді ары қарай жағы көрдік қой. Сенің ойыңды білгім келді де, кәсіби қорғаушы ретінде осы кәсіби қорғаушының әрекетін түсіндірсең. Ойыншыға қарсы жүгірген жоқ, допқа қарсы жүгірген жоқ, ең болмаса артында жүгіріп жатқан ойыншыны жапқан жоқ, өзімен өзі бет алды кетіп бара жатыр да. Бұл жерде банағыдай моментке кері келсек, банағыда Умаевтың өзі скоростық жағдайда алға шығып кетті. Мысалы, ол ойлады да бана екінші защитник оны встречать етеді деп жақын тұрған. Ол соның орнына түсіп отыр деп ойлаймын мен өз ойым. Білмеймін, мен таңғалдырғаны жас футболшы емес, жас 29-да. Бұдан бөлек Бенфиканың түлегі екен. Соны жасап отқан әрекеті маған бір қызық болып көрінді. Бір жағынан ойлаймын да, мүмкін Ақтөбенің шабуылы күшті екен, мен де қолдап кетейін деп, қатарласып жүгірейін деп. Түсінбей қалдым. Жоқ, енді осындай легионерлердің кейде командада жүргенін біздің қазақ балдарының нанын жеп жатқаны бір өкінішті болды. Бір тура мынаны егер сен жасап жатсаң, ендігі командадан жанкүйерлер қуып жүретін еді. Мынау не қылып жүр деген секілді. Бұл ойында Ринат Жұматов, осы жартылай тіреуші қорғаушы, қосал құрамда қалды. Негізінде осы Ринаттың шығатын жері ғой, осы легионердің орны. Бұл ойында қателеспесем 2-ақ қазақ ойнаған сияқты ғой. Мен көргенмін негізі. Қалдыбек пен Шоқан Абзалов. Қалған бәрі легионерлер болды мысалы. Жалпы Ерсұлтан ұлттық құрамада, жастар құрамасында жүрді, былтыр Атырауда да жүрдіңдер. Ерсұлтан Қалдыбек жайлы не айтасың өзің? Жұмыс жасау керек деп ойлаймын көбіне, мысалы бәрімізге де. Ол өзінің качествосы дейді ғой ортада, банағыдай пастары, аводкасы мысалы. Былтыр Ордабасымен болғанда ма, қайсылай гол соқты. Одан ана бір баспен гол соғатын кезде әдем бір қолмен қойғандай пас берді ғой, бір қай ойында? Қайсармен ойынға, Сигневичке. Сигневич паспен салатын кезде де. Жалпы сол ерекшелігі жайлы сұрап жатқаным өзіңнен. Соңғы голда доп жоғалтатын негізінде Қалдыбек қой. Бірақ мен уже 70-ші минут болған кезде Қалдыбек шаршап қалғандай болып көрінді да, жүрісінен, қозғалысынан ойлаймын да, неге алмастырмады деп, осындай келе-келе 88-ші минутта доп жоғалтады да, Ақтөбе 4-ші гол соғады да. Сол мен түсінбедім бапкерді, алмастырасуға болатын еді ғой. Қосалық құрамда ойыншылар болды, жоқ емес. Ринат Жұматов болды. Бәлкім енді Ерсұлтанның алыстан шығаратын жағдай пасы бар, бой ұзын, стандартты жағдайларда да бара алады, айбалаңшы. Соны күткен шығар енді ары қарай 3-0 болғаннан кейін де бір мәселені шешуде қиын ғой. Сондықтан Горовенко ғой бізде Атырауда қазір. Горовенко бапкерді көп сынап жатқандар бар. Кеше осы Атыраудың баспасөз мәслихатында да ойыннан кейін мен көп пікірді оқыдым. Ауылыңа қайта бересің ау деген секілді пікірлер айтылып жатыр. Горовенко жайлы не айтасың? Атырауда биыл Горовенко Санычтың өзі үлкен бапкер ғой мысалы. Бізде білмеймін ол кісіде может кішкене получать етпей жатыр. Может оған шанс беру керек деп ойлаймын мысалы. Бізде Қазақстанда мен көбіне осы жағынан бір-екі ойынға қарап баға беретінге мен оған келіспеймін өзі. Мысалы ойыншылардың банағыдай психологически айлық бермей жатқаны да командаға ол давление деп ойлаймын. Мысалы любовь мысалы адамға командадағы бір кішкене проблемалар, может сол проблемалар шешілген соң ол команда оборот жинап может жақсы результат көрсетіп кетуі де мүмкін. Көңіл жоқ қой қазір, барлығының жылдың басы, бала шағасы бар, отбасы бар, соларға қарап отқан ата-анасы бар, олардың да жаңағы берешегі бар, кредиті бар дегендей ондай дүниелер болып отқан кезде шынымен нәтижені сұраудың өзі артықтау болады. Сондықтан атыраулық жанкүйерлерге ойыншылардан бұрын, бапкерлерді сынаудан бұрын осы Атырау облысының басшылығының команданың мәселесін, қарызын, жалақысын шешіп беруді ең бірінші кезекте соны талап етіп, егер сол мәселе шешілген күннің өзінде барлығы қарызынан құтылып, команданың ойыншылардың алдындағы жалақысын уақытылы алып тұрған кезде де нәтижесі төмен болып жатса, ол кезде бапкерді, ойыншыларды кінәлауға болады деп ойлаймын. Менің ойымша сол.
қазір енді қанша жерден сен намысқа тырысып енді ойнайық деген күннің өзінде де жағдай қарызың есіңе түсіп кеткен кезде алаңда жүріп басқа нәрсені ойлап кетесің ғой. Айбек, бұл жерден Горовенкоға келетін болсақ, қазір енді Горовенконың тағдыры Дидар Сыдықбектің қолында ғой. Қалай шешеді, солай болады. Егер ары қарай результат болмайтын болса, мүмкін Сыдықбек алмастыру мүмкін. Дидар Сыдықбекте мен түсінбедім, қазір 100% команданың акциясы бар ма, әлде басшысы ретінде жариялады, оның барын жоғын білмеймін, бірақ басшысы ретінде жариялады. Оның функциялары әлі атқарылған жоқ. Не шеше алады командада қазір? Кеше қарызды қайтарамыз деп Дидардың өзі айтып жатыр, бірақ қандай міндеті бар? Құқылы ма бас бапкерді дәл қазір өзі шешіп алып тастай ала ма, әлде Атырау басшылығына, Атырау облысының әкіміне айтқаны өте ма сөзі? Жоқ, бас менеджер болып тағайындалған соң енді ешкімді тыңдамай жауап беретін сияқты, результатқа да, мәселен біз білеміз облыстық командаларда, мәселен дәл қазір айтайын, мен сол Талдықорған Жетісудың бас бапкерін, Жетісудың жетекшісі Талдықорғанның әкімімен ақылдаспай өзі алып тастай алмайды меніңше. Сондықтан Әділбек біледі, мен Атырауда 3 жыл жұмыс жасадым ғой. Әділбек те өзі Атыраудың түлегі. Менің ойымша Атыраудың әкімдігі Атыраудың футбол клубының жұмысына көп араласпайды. Араласпай ма? Менің кезінде сондай болған, қазір де солай сияқты менің ойымша. Футбол клубының бар екенін біледі ғой. Біледі ғой. Футболшылар айлық алу керек екенін біледі шығар. Бірақ қатты араласпайтын сияқты ол, прям әкім звондап, ойындарына да көп келмейтін сияқты сол әкімдіктегі адамдар. Негізі облыс әкімі келсе, команданың біраз жағдайы жақсарады. Өзіміз бала кезден талай көрдік қой. Ал енді бізде келесі ойын, жағы мен бала кезімде айтып қалдым, бала кезімнен өзім ойынын көріп өскен, Қайсар және Оқжетпес арасындағы матч Қызылордада өтті. 2-0 есебімен Қайсар жеңіп жатып, 2-2 болды. Камбэк тіркеліп кете сақтады. Сол матчтың да бізде бір видеосы бар. Бір видеосы бар, бұл жерде жаңа ойынға тікелей әсер еткен сәт қой, алаңнан қуылуы 18 жастағы Темірлан Мұрзағалиев деген жас ойыншының қауіпті сәті. Бұл жерде енді төреші бірден көре бермейді. Қазір міне көресіздер. Аяғын жоғары көтеріп, бетіне тиіп кетеді Тәжібайдың. Бірінші сары қағаз береді, бірақ var қарағаннан кейін алаңнан қуылады. Қайсар бұл жерде 2-0 ұтып жатыр. Ол жерден Қайсар құлдырай бастайды да, ары қарай Оқжетпес теңестіріп кетеді. Енді бұл жерде енді Мұрзағалиевті қолдау керек деп ойлаймын. Жас ойыншы, небәрі 18-дегі ойыншы, және де Қайсарына легионерсіз ойнаймыз деген беттен бастап ол негізгі құрамынан ойнай бастады да бұл жігіт. Әділбектің пікірін білейікші, қызыл қағаз жайлы не айтасың? Көрдің бе осы жағдайды? Мен бұны тек повтордан көргем. Иә. Қызыл қағаз әділ ме, әділ емес пе? Енді әділ деп ойлаймын. Әділ, иә? Менде Кучинді сынап жатқандары бар, Артем Кучинді. Осы бұл басынан көрінбейді да бұл момент. Бана варға келгенде аяғы тигені анық көрінеді. Аяққа тигені. Ол банағыда Тәжібай дедіңіз ба бана? Сол оның денсаулығына кері әсерін беріп жіберуі мүмкін еді мысалы. Ол шипемен бетіне келген удар аяғын мықты жоғары көтеріп қалды да, бұл қауіпті да, өте қауіпті. Кейбір пабликтер Артем Кучинді сынап жатты. Міне біз осы бапкер төрешіні алып тастау керек деп жатыр едік. Бұл төреші осындай қылып Оқжетпеске көмектесіп, былай қарайтын болсақ, расымен қызыл қағаз беретіндей жағдай болды. Әлбетте Темірлан Мұрзағалиев те бұны әдейі жасаған жоқ. Ойын жағдайында тәжірибенің аздығы біріншіден жанып кетті бала. 2-0 есебімен Қайсар ұтып тұрды. Айбар Жақсылықов дубль автор атанды. Және дәл осы матчта Дамир Марат пен Стахиня Йованович бір гол соқты ғой Оқжетпес. Сербиялық келген. Бұл ойынды мен өзім көрдім, тікелей эфирде қарап өттім. Алаңнан, қызыл қағазға дейінгі, алаңнан ойыншы қуылғанға 55-ші минутқа дейінгі, 55-ші минуттан кейінгі ойын деп есептеуге болады. Осы кезге дейін Қайсар әдемі ойнап жатты да, бір ойыншы басым болды. Қайсар басым бірден болды. Оқжетпестің мүмкіндігі көп болып кетті одан кейін. Жалпы Қайсар енді осы матч бәлкім рекордтарын көру керек еді. Біздің Қазақстан премьер-лигасында алаңға ең көп қазақ ойыншылар жүрген матч болды деп ойлаймын. 22 ойыншының 21-і Оқжетпесте бір легионер шықты болды. 22 ойыншының алаңға негізгі құрамда шықты. Бір ғана шыққан хорватиялық, қалғаның барлығы жергілікті футболшылар. 21 екінші таймда жаңағы Страхиня шықты, Йованович болды. Голдың авторы, бірақ бір айырмашылығы міне Стахиня Йованович секілді керек жерде қажет ойын тағдырын шешіп кеткен гол соққан ойыншы ғой. Осындай Кумуков бапкердің өкінетін осы да, қазір легионерсіз ойнаймыз деген әлбетте айтуға жақсы, кәл қазақ балдар алаңда жүр дейміз. Бірақ Йованович секілді, сол жағы Стасевич секілді, бір-екі легионер керек секілді. Өзің қалай ойлайсың, Әділбек?
бір ойын тағдырын шешіп кете алатын Томасов секілді мәселен. Оны білмеймін, оны басшылығынан сұрау керек деп ойлаймын өзін. Сигневич мысалға, сен өзің енді сондай легендерлермен ойнадың ғой, футболда жүрсің, кәсіби футболшысың. Тек қана қазақ футболшылар ғана қалу керек па? Біздің Қазақстан премьер-лигасында әлде мықты деген легионерлер болса тарту керекпіз ба? Мықты деген бір 2-3 легионер болса, Иә. бұл команданың банада айтып жатыр ғой, новый регламент бар. Мысалы, шет футболшыларға бір төленбейтін бірдеңе бар ғой. Иә, кәдімгі мемлекеттік бюджеттен ақша бермеу керек деген. Бұл команда мысалы қазақ балаларға көп сенетінін көрсетіп жатыр. Ол енді өзінде қуантарлық жағдай, мысалы. Жақсы, мысалы, банадай жас балдарға мүмкіндік беріліп жатыр. Сол бана Мырзағалиев деп жатыр, 18 жастағы бала Қазақстан премьер-лигасында мысалы ойнап жатыр да. Основной защитник болып, бұл ұлттық құрамаға да жақсы деп ойлаймын бұл нәрсе. Қайсардың мүмкіндік жайлы айтасың, осы тек қана қазақтармен ойнаймыз деп қазақ ойыншылармен бір ел премьер-лигадан ұшып кетпейді ма, әлде? Менде ойын барысына қарасақ, мысалы банадай Елімаймен ойнады ғой Қайсар енді. Удалениеға дейін Қайсар мысалы жақсы ойнап жатты деді. Мен бұл ойынды көрген жоқпын, шыны керек. Қайсар ондай бізбен де қарсы ойындарда мысалы өзінің жақсы жағынан көрсетіп жатыр да. Мен өзім лично ойламаймын қазақ балдармен Қазақстан премьер-лигасына ұшып кетеді деп. Елімаймен Астана аренада болған ойында өте жақсы ойын болды бұл жерде. Шаршап қалғанша біраз стандартты жағдайда, әсіресе бірінші таймда мүмкіндіктері болды. Бұл команданың банағы Балютичный өзінің банағыдай козыры дейді ғой. Стандарттар өте қауіпті. Любой командаға ол не только тек Елімайға, бүкіл командаға қарсы қиын болады деп ойлаймын. Астанаға да ең жеңіл. Сіздің өзіңіздің сыбыстардан былай хабарыңыз жоқ па? Қызылорда басшылығы бірінші айналымнан кейін нәтиже жаман болатын болса, онда 3 легионер аламыз деген. Жоқ, легионер ала қоймайтын секілді, әйтпесе бас бапкер сұрап отыр. Осы күйінде қалады. Кумуков па, Виктор Кумуковтың ең басты уайымы қақпашы. Қазір Салайдың тұрып жатыр, жергілікті футболдың түлегі, бірақ бойы өте қысқа. Енді мини футболға, шағын футбол болса келеді, бірақ үлкен футболға 7 метр қақпада қақпашының бойы кішкентай екені көрініп тұр. Сол үшін 43 жастағы Мокин қазір Қайсарда жүр. Алдағы уақытта ол формасын жинап үлгеріп жатса, негізгі құрамға шығуы мүмкін. 43 жастағы Мокинді. Ал және Қайсардағы мен түсінбеген кеше осы ойынды көрдім. Ерсұлтан Төреқұл деген ойыншы шықты. Бойы еңгезердей, бойы ірі денелі ойыншы шабуылға шықты. Соңғы 3 ойында да қосал құрамнан шыққан. Жеңіспен 28 минут ойнады. Елімайға қарсы 18 минут ойнады. Оқжетпеске қарсы 19 минут ойнады. Ебір доп тоқтатамайды. Бойы ұзын, бірақ қорғаушылардан бойы ұзын болып тұрса да әуедегі допқа таласамайды. Осы бір Ерсұлтан Төреқұл деген футболшы мен Марлен Айманов деген ойыншыны неге Виктор Валитович алаңға шығара береді? Қосал құрамда басқа да ойыншылар бар, неге оларға мүмкіндік бермей, осы ойыншыларға мүмкіндік береді деген менде қызылордалық жанкүйерлердің сұрағы көп. Осыны айтыңызшы, жаңағы бағдарламаңызда плюс те болды қозғаңызшы деп жатыр. Сондықтан Ерсұлтан Төреқұл мен Марлен Аймановты бас бапкердің неліктен шығаратынын мен білмедім. Өзің көрдің ба жалпы осы ойыншылар жайлы танитын ба? Мен Қайсарда 2023 жылы бірінші лигада, Жоқ, премьер-лигада 2024 жылға жалға келген кезде. Жоқ, сбор өткен ол командамен. Ол балдарды жақсы танимын, мысалы. Мен айта алмаймын банағыдай осындай шамалы ойыншы деп, мысалы, өздерінің бар жағынан көрсетеді, мысалы, Балючте ол өзде бір опытный тренер ғой. Мысалы, ол просто шығармайды деп ойлаймын оны. Ары қарай ол ойыншының кішкене банағыдай не только бір-екі ойыннан зависит. Мысалы, алдағы ойындарды банағыдай айтып жатырмын ғой. Ашылып кету мүмкін. Ол футбол деген сондай нәрсе ғой. Любой бір ойын, мысалы, бүкіл шешіп беруі мүмкін, мысалы, деген сияқты. Бұл ойында байқағаным, мысалы, Ағзамбаев деген жігіт бар. Ол өмір бойы бірінші лигада ойнап шыққан жігіт қой. Қайраттың түлегі Нұрдәулет Ағзамбаев деген. Осы ойында негізгі құрамда шығады, Айбар Жақсылықпен бірге. Жақсы ойнайды. Бір ауқымды еңбек атқарады, жаңа голевой передача береді, нәтижелі пас береді. Мен ойлаймын, Ерсұлтан Төреқұлды біз екінші лигадан танимыз. Кезінде кәсіпқой футбол лигасында жұмыс жасаған кезде, сол кездері ол екінші лиганың үздік бомбардирі болып жүрді. Енді бір жағынан енді тәжірибенің жетіспеуі деп ойлаймын, бірақ уақыт керек қой бәріне деп. Қосал құрамнан бәлкім ойынға қосылу да қиын болған шығар деп ойлауға да. Мен енді қазір сол жанкүйерлердің пікірін, не үшін бұл жігіттерді ғана шығара береді? Бұдан да мықты бізде ойыншылар бар қосал құрамнан қосылуға, бірақ осы 3 ойында да Ерсұлтан Төреқұлды шығарды, Марлен Аймановты шығарды деп сұрап жатыр. Кеше баспасөз мәслихатында да ойыннан кейін Виктор Кумуковтан сұрады сол жердегі журналистер, неге осы ойыншыларды шығара бересіздер деп. Енді менде басқа ойыншы жоқ дегенді айтып жатыр. Енді Айманов бұл ойында 4-ақ минут ойнады ма, сондай болды, оған ешнәрсе деп кінә артамаймыз. Ал қалған жігіттерге енді
Төреқұл, Ерсұлтан Төреқұл алдағы уақыттарда жақсы ойнап кету керек. Негізі бұл қарап тұрсаңыз легионерсіз ойнаймын деген Қайсардағы талап, ұстаным біздің жергілікті ойыншыларға үлкен мүмкіндік, қарап тұрсаң, өзіңді көрсет, алаңдағы және қосалы құрамда жалпы командада бар 25 ойыншының барлығы қазақ баласы. Сондықтан өзіңді көрсетсең, бас бапкерде өзіне өзі жау емес қой, мықты ойыншыны шығарады. Енді осындай бәсекеден шықтың ғой өзің. Сені алаңға тамыр таныс арқылы шығарды ма, әлде жеке шеберлігің арқылы шығарды ма кезінде? Шеберлігім арқылы деп ойлаймын. Менде тамыр дейтін ондай ешкімім жоқ, шыны керек. Сол, міне, осындай, сондықтан кейде сылтау іздей бермей, менде осы футболшыларға ананы шығарады, мынаны шығарады деген жаңағы біреудің тапсырмасымен шығарады, ананың әкесі арқылы шығып жатыр, мынаның туысқы көкесі арқылы шығып жатыр деген сылтаудан гөрі әркім өзімен жұмыс жасаса деген тілек. Жалпы енді Қайсар жайлы айтып кеттік, Оқжетпес ойыны, Оқжетпес камбэк жасай сақтады, 2-2. Оқжетпес жайлы айтасың, бұл жақта да Аслан Дарабаев секілді мықты ойыншылар бар, тәжірибелі ойыншылар. Екі тең ойын болды деп ойлаймын бұл ойында. Екеуі бір-біріне теңдей команда, Бағанағыда енді преимущество болғаны бір легионер деп отырсыз ғой, мен преимущество деп санай алмаймын оны, бір легионер мысалы. Бұл жақта енді бағанағыдай Аслан Дарабаев сияқты тағы да басқа да ойыншылар, Досмағанбетов бар мысалы. Астанада талай тәжірибелі ойыншылар ғой, Дарабаевтың өзі ұлттық құрамада, Дима Досмағанбетов тоже ұлттық құраманың ойыншысы болған. Сосын көптен бері осы матчта көзге түспей жүрген Айбар Жақсылық өзінің 30-шы голын соқты Премьер-лигадағы. Ол кешегі Уэльске қарсы ойыннан кейін бір өзін жеңіл сезініп қалған сияқты, осы жолы бір Қазақстан Премьер-лигасы. Уэльске қарсы ойында Айбар Жақсылық сынап жатқандар болды. Айбар күшті ойнады, маған ұнады Айбар. Ол қара жұмысты атқарды ғой, ол Кардифте болып көрдім ғой өзім де, дәл сол стадионда болдым. Сен не айтасың Айбар жайлы? Менде де сізге келісемін, мысалы. Өте жақсы ойнады, мысалы, кейбір жерлерде енді получается етпей жатты, енді ол қалай айтсам болады, алдағы уақытта келеді деп ойлаймын, мысалы. Бағанағыдай моменттер, гол соғатын моменттер ондай көп болмады ғой олда. Сынайтындай мен ондай ештеңе көріп жатқан жоқпын. Ол өзінің барлық жағынан жақсы көрсетті. Айбар сынап жатқандар өте көп осы. Жоқ, шабуылшыны негізі сол голға қарап қана сынаған дұрыс па, әлде оның алаңда базгөде атқаратын? Оны бағанағы голға қарап сынайтын, футболды түсінбейтін жанкүйерлер деп ойлаймын мен, өз ойым. Бағанағыдай футболды түсіп білетін, қарап жүрген нағыз жанкүйерлер оны бағанағыдай қара жұмыс атқарып жатқанын, мысалы, защита начинается от нападающего дейді ғой. Сол сияқты ол қорғанысты жақсы бастап тұрды да. Мен жалпы осы ойында, Уэльске қарсы ойында Айбарға риза болдым. Күшті шықты. Тіпті Лихтенштейнге қарсы да оны соңғы минуттарда шығарды. Неге Айбарды шығара береді деп таңғалып жатқан, сұрап жатқан жанкүйерлерге айтқым келеді. Айбардан артық дәл қазір Қазақстан Премьер-лигасында негізгі құрамда жүрген шабуылшылар біздің ұлттық құрамада ойнайтын. Жоқ қой. Қайсарда ойнаған жазығы ма әлде? Мен соны түсінбедім. Сондықтан Айбарға өзім ризамын. Осы ойында кәдімгідей қос гол соғып, өзінің ұлттық құрамаға бекерден бекер шақыртылмай жүргенін тағы да дәлелдегеніне тағы да ризамын. Айбарға тілекшімін. Айбол Әбікен бар Қайсарда. Басында қандай қиын жағдай болды. Енді қазір ол да Қайсарда жалақы көп емес, мен білем. Аз жалақыға ойнап Қызылордада жүр. Көңілді және бір әшейін қиналып уақыт өткізіп жүрген жоқ. Айбол жайлы өзің не айтасың? Хабарласып тұратын шығарсыңдар бар, араласып. Айболмен ондай қатты қарым-қатынаста емеспін. Телефон сөйлесе ондай жоқ. Бірақ жақсы ойыншы екенін ол Қайратта жүргенде дәлелдеді деп ойлаймын. Бір кішкене қиыншылықтар болып қалды. Ақсуда мысалы сондай жағдайлар. Ол өте тәжірибелі деп ойлаймын. Футболшы алдағы уақытта өзін көрсетеді. Енді кеше Елімайға қарсы ойнады ғой Айболды, өзің көрдің ғой алаңда. Жақсы ойнады ғой деп ойлаймын. Жақсы ойнады. Жалпы Қызылордада негізгі қазіргі көшбасшы ойыншы осы Думан Нарзилдаев, Қызылорда футболының түлегі, команданың капитаны, жаңа Айбол Әбікен, бірінші және Айбар Жақсылық. Осы үш ойыншы негізгі көшбасшы, ең тәжірибелі деген. Қалған жігіттер енді Дидар Жалмұхан бар, ол да тәжірибелі ойыншы. Қалмұратов бар мысалы. Қазақстан Премьер-лигасында 300 ойыны бар сияқты ол мысалы. Рекордсмендердің бірі. Қалмұратов бар. Негізі алдағы енді Қайсардың осы бір сәттілік тілейміз. Біздің биылғы Қазақстан Премьер-лигасындағы әйтеуір қай команданың жанкүйері болса да, кіл қазақ ойнап жатқан команда не болып жатыр екен деп бір көз салып қоятын секілді осы командаға. Сондықтан Қайсарға өзім енді тілекшіміз, әлбетте өзім Қызылорданың тумасы ретінде бұл команданың жанкүйерімін, оны жасырмаймын. Ордабасы Қызылжар арасындағы матч, Ордабасы 3 ойын болды, гол соққан жоқ деп жатырмыз. Бұл матчтан бізде видео бар ма? Бізде 2 үзінді бар. Жалпы бұл қауіпті сәті ең аз болған ойын. Шыны керек енді қараған жанкүйерлер мүмкін қарны ашқан шығар енді. Сол видеоды бізге экранға берсе, бұл ойында Ордабасы басым болды, бірақ гол соғуға мен
ойымша бір жақсы шабуылшы Сигневич сияқты шабуылшының жоқтығы әсер етті деп ойлаймын. Міне мынау бірінші таймдағы Ордабасының дайындаған шабуылдары және де оның алдындағы эфирлерде айтып өттік қой біздер Айбек. Ордабасының бұл маусымдағы сол қапталының басымдылығы жоғары. Бұл жерде міне Жимо және Антич, Имнадзе үштігі әрдайым шабуылға шығады және осындай комбинациялар болады, керемет комбинациялар болады. Дәл осындай комбинациядан кейін Эвертонға мүмкіндік жасап береді. Бразилиядан келген шабуылшы, Бразилияның 3-ші лигасынан келген шабуылшысы осындай мүмкіндік жіберіп алады. Менің ойымша Ордабасының ең басты қателігі Сигневич сияқты бір мықты шабуылшының жоқтығы. Неге алмады, соны түсінбедім міне. Бұл екінші эпизод, тағы да Ордабасының жаңа позиционды шабуылы. Допты жақсы ұстай біледі, бірақ допты айып алаңына дейін жеткізе біледі Ордабасы. Бірақ сол допты қақпаға дарытатын адам жоқ та. Осындай шабуылды түйіндейтін адам жоқ дейсің ғой. Иә. Және бұл жерде бір қызығы, мына жерде қараңыз, кім шабуылдап жатыр? Бұл сол қапталда университеттің Антич. Алдыңғы ойында атап өттік, бұның жаңа бір тұрақты позициясы жоқ сияқты, өзі қай жерде жүргісі келіп жүре беретін сияқты. Сол бір Ордабасының бір несі да жаңа фишкасы дейді ғой. Еркін суретші ма? Иә, еркін суретші ретінде Антич жалпы мықты қорғаушы, мен атап өту керек. Қайталанып жатыр біз осы екі эпизод. Енді бізде қазір осы ойында айтып жатырмыз, қазір Эвертон мынау сәтте енді негізі гол соғатын мүмкіндік қой мынау. Сол тоқтатпай тебу керек деді деп ойлаймын. Әділ, сен Әділбек не айтасың қазір? Қарашы міне, тағы да біз сол сәтті бізге қайталап көрсетеді қазір. Менің ойымша Бразилиядан келген шабуылшы әлбетте мынандай сәтте мынандай мүмкіндікті шемішкеше шағу керек қой міне. Сол аяқпен ақ тоқтатпай алыс бұрышқа көздей салатын жер ғой болды. Неге Еркебұлан Тұңғышбаев шығармайды? Ордабасы футбол клубының тарихындағы ең көп гол соққан ойыншы, қазір ең үздік сұрмірген. Бұл сұрақтарды Андрей Мартинге қою керек. Жол талқыланған екен, бірақ вингер ретінде ол жақсы ойнайтын футболшы, орта қапталда шабуыл өтінде өте тәжірибесі аз болғандықтан былтыр Садовский мен кімнің Шахбаз Умаровтың жоқтығы қатты білініп жатыр ғой қазір. Жоқ, енді Тұңғышбаевты енді вингер ретінде де шығармайды ғой. Былтыр да шыққан жоқ. Шабуылшы ретінде ойнай алады ол. Қосалқы құрамда қалып жүр да. Мен енді Ордабасының сапындағы жергілікті футболдың түлегі неге мүмкіндік берілмейді деген ой келеді маған да. Тұңғышбаевтың ұлттық құрамаға да шақыртып алып жүрген ойыншы ғой. Жалпы өзің не айтасың? Жалпы Тұңғышбаевтың қандай ерекшеліктері бар? Ойыншы ретінде оған қарсы ойнап көрдің ба? Өте жақсы ойыншы, мысалы. Техникалық жағынан да, мысалы, ақыл жағынан да, мысалы, поляны подсказы, мысалы, бәрі жағынан жақсы ойыншы. Мысалы, енді қандай жағдайда мен ойнамай жатқанына мен жауап бере алмаймын. Негізі Еркебұлан Тұңғышбаев аяқпен де баспен де ойнай алатын санаулы ойыншылардың бірі. Сондықтан жергілікті футболдың түлегі, егер Еркебұланды Ордабасының бапкері негіз құрамды алаңға шығарып, оған практика беріп, ол жеке рекордын жаңартқаннан бөлек, осы қазақ футболының тарихындағы, өзінің Ордабасының тарихындағы ұлттық құрамаға да үлкен күш болатын еді, мүмкіндік болатын еді. Бізде кешегі Алиевті кінәлап жатыр көбісі. Бірақ енді Алиевтің өзі айтып отыр ғой, біздегі ойыншылардың көбісі қосалқы құрамда отыр деп отыр ғой. Сондықтан шетелдегілерге енді сөзіміз өтпейді. Бешикташтың бас бапкеріне барып ақыл айта алмаймыз. Немесе жағы Адананың, немесе жағы Рамазан Оразов ойнайтын Силкенбургтың бас бапкеріне барып, бірақ енді өзіміздің отандық футбол клубтарындағы жүрген бапкерлер ұлттық құраманың да жағдайын бір қарайлап, біздің ойыншыларда теңдей дәреже болып жатса екеуі. Біздікі анау асып тұрса шығара берсін легионер, бірақ екеуі теңдей жағдайда болып жатса, біздің ойыншыларға мүмкіндік Карпович қана көбірек берсе екен деп ойлаймын. Футболшы дайындайтын бірден бір бапкер. Сол да бар, мысалы, бірден бір жанашыйтын футболшы ұлттық құрамаға. Сол жағын ойлаймын. Негізі бас бапкер Андрей Карпович кейін ұлттық құрамаға баратындай болып жатса да, мысалға жаңағыдай ойыншыны өзі айта алады, өзінің сенімді ойыншыларына мүмкіндік берген. Ал қазір мысалға Алиев кезінде Қызылжарда болды. Алиевтің кезінде мен Қызылжарда көп легионерлер көп мүмкіндік берілді. Сосын егер мысалға қазір Григорий Бабаян бапкер, мысалға ол да көбіне легионерлерге мүмкіндік беріп жатады. Осы тұрғыда біздің ұлттандық бапкерлер қазір Алиевтің басына түскен жағдай кез келгеннің жағдайына түсуі мүмкін. Сондан ұлттық құраманы да ұмытпай, негізгі біздің отандық футболшыларға мүмкіндік көбірек берсе деген ойдамыз. Бізде уақыт өте аз қалды. Ұлытау жеңіске бір тоқталып өтейік. Содан кейін біздің Бектің қызықты сұрақтары бар, ширатпа сұрақтары. Ұлытау жеңіс матчынан бізде бір эпизод бар, бұл жеңістің голы. Қазір экранға қосса, неге бұл голды біздер назар аударып отырмыз? Себебі комбинациялық гол болды да. Өте әдемі. 12 бас болды.
жеңіс ойыншылардың арасында және де санауға да болады, мысалы 3-ші пас, 4-ші пас деп қорғаушылар Иә. шабуыл дайындап жатыр да. 5-ші, 6-шы. Тевзадзе бұл жерде доппен қорғаныстағы ең басты плеймейкерлердің бірі деймін, 10-шы нөмірмен ойнайды, негізі жартылай негізі қорғаушы, орталық қорғаушы. Бірақ 7-ші. 8-ші, 9-шы мәлді. 10-шы дейміз. Новак қапталға кетеді, міне осындай шабуыл кетеді, Адилю ашылады осындай пасқа, және де Адилю келесі пасты Дачиға береді, Дачи екінші соққыдан гол салады. Міне біздің чемпионатта комбинациялық гол жоқ деген жанкүйерлерге айтарымыз осы. Бар негізінде қарайтын болсақ. Жай әшейін бір пастасып жүрген сияқты болады, бірақ бұл да бір комбинациялық жүріс қой, өзің айта кетші. Команда мысалы низкий блокта жатыр ғой мысалы қазір. Соны алға қарай шығарып алып, бір осал тұсын көріп, сол жерге пас беріп, сондай комбинация ғой мысалы. Ұлытау ұтып жатты осы кезде. Есепті 0-0 кезде. Сосын теңестіреді сосын. Ұлытау жалпы маған, мен биылғы маусымдағы басты аутсайдер деп ойлаймын. Жоқ, маған ойын ұнады, жеңіске қарсы ойыны. Көрдің бе өзің? Мен осы матчты қарап шықтым, жеңіспен кәдімгідей жақсы ойын болды. Осы бір гол көретін кезде қателік болмаса, жеңіп кетуі де мүмкіндік болды. Сондықтан Ұлытаудың алдағы мүмкіндігі енді маусымның басында анық аутсайдер деп айтылды, бірақ Ұлытаудың да жанкүйерлерінің үміті бар деп ойлаймын. Биыл Қазақстан премьер-лигасында өз орнын сақтап қалу, кемі өз орнын сақтап қалуға лайық команда. Жеңіс ұжымы жақсы команда, жақсы бір биыл ұлттық құрамаға кандидат ойыншылар, ұлттық құрамаға шақыртылып жүрген ойыншылар, жастар құрамасы ойыншылар алған біраз ойыншыларды алды. Оның ішінде Балтабеков те бар, кеше ұлттық құрамада болған Қараман бар, Хасейн бар. Сондықтан жеңіс футбол клубы. Біз дәл осы турда болған 7 ойынға да тоқталдық. Ұлытау жеңіс, Ордабасы Қызылжар, Қайсар Оқжетпес, Атырау Ақтөбе, Астана Жетісу, Қайрат Тұран, Тобыл Елімай. Ал енді Бектің дәл осы бағдарламаға дайындаған сұрақтары болса тыңдайықшы. Негізі дәстүрлі 7 сұрақ деген бар. Бізде келген қонаққа негізі 7 сұрақ дайындаймыз. Бірақ тек қана қонақ жауап беру міндетті емес, барлықтарыңыз ойынға қатыса аласыздар. Сұрақтардың барлығы дерлік осы Елімай футбол клубының маңайында болады, түгелдей дерлік. Ең бірінші бір сұрақ болсын, бұл Елімай негізі тарихи клуб, қаншама ғасырлық тарихы бар. Бірақ Елімайдан бұрын Семейде пайда болған бір футбол клубы бар. Білесіздер ме? Бір сіздерге жеңілдік айтайын, ол клубтың аты негізі татарша. Мен білем. Мұхтар Әуезов ойнаған. Дұрыс. Иә. Атын біліп отырсыз ғой сіз? Біліп отырмын. Сіздер білесіздер ме? Клубтың аты? Ярыш клубы. Бұл біздің Қазақстанның жеріндегі 1910 жылы құрылған екен, 20 ғасырдың ең басында. Ол команданың сол қапталында ойнаған біздің атақты жазушымыз Мұхтар Әуезов. Және бұл команданың демеушісі туралы қызықты ақпарат бар екен. Өзі Семейдің Воронеж деген қаладан келген, Воронеж қой. Сол қаладан келген әскери адам, клубтың негізгі демеушісі болған, сиыр сатып, Ресейден доптар алдырып, осы команданың өркендеуіне ерекше бір үлес қосқан екен, бір осындай керемет ақпарат бар. Қазақстанның бірінші жеке командасы ғой. Сосын біздің Елімайдың тағы бір тек қана Қазақстанның ішінде ғана емес, жалпы әлем футболында жеткен жетістіктері аз емес. Соның бірі 1995 жылы атақты қазір Криштиану Роналду ойнайтын Аль-Насрға қарсы ойыны. Аль-Насрда Риядта өткен ойын Аль-Насрдың пайдасына шешіледі 3-1 есебімен. Бірақ Семейде өтетін ойынға Аль-Насрдың футболшылары келеді, бірақ ойын болмайды. Неге? Неліктен? Аль-Наср келеді, түгелдей келеді Аль-Наср. 95 жылдар қиын негізі, ара қашықтық ұзақ қой негізінде. Мен бұл погодный деп ойлаймын мен мысалы. Сәл жақындап қалдыңыз негізінде. Мен не жағдай екенін білмеймін. Стадион жанында бірдеңесі емес пе? Алаңға шықпай қояды. Иә. Ондағы басты себеп 1-0 жеңіліс береді екен, алаңға шықпай қалған командаға. Жоқ, бұл жерде 3-0 жеңіліс тіркелген негізінде шықпай қалған үшін. Бұл жердегі негізгі себеп біріншіден ұшақ кешігіп қонған екен, қандай да бір себептермен өте матчтан 2 сағат бұрын ғана келген ғой, былай алып қараған кезде. Дайындалатында ештеңеге уақыт жоқ. Бірақ арабтар Семейдің ауа райын көрген кезде, мынау қарашаның уақытында қар жауып бастаған кезде, алаңға адамдар жиналып жатыр, 15 мың көрермен деген кезде, арабтың футболшылары түгелдей жаңағыдай біз мынандай ауа райын көрмегенбіз, біз алаңға шықпаймыз деген жаңа бас тартады. Негізі УЕФА қазіргі шешімге қарайтын болсақ, негізінде ол жерде техникалық жеңілісті негізі Аль-Насрға беру керек. Бірақ ол кезде көптеген жаңағы түсініспеушіліктер көп болған, ол кезде сол үшін жаңағы фейрплей ережесіне бағынбай қонақтарды құрметтемеген үшін деп
біздің Елімайға автомат түрде жеңілісті берген екен. Келесі бір сұрақ болсын, осы Елімайдың тарихындағы алаңға шыққан, негізі бұл жердің жеңілдігі көп, бұл қазір футболшылардың барлығы осы Елімайға қатысы бар, жаңа карьерасын бітіріп кетсе де. 98 жылы 15 шілде күні алаңға ең жас футболшы шығады Елімайдың тарихында. Ол небәрі 17 жасар, 5 ай, 27 күн болған еді, оның 17-ге толғанына. Ол кім? Сіздерге тағы бір жаңа жеңілдік болсын. Ол Қазақстан кубогінде шыққан екен, жаңа 98 жылы наша компания Астана деген командаға қарсы Қазақстан кубогінде өнер көрсеткен ең жас футболшы Елімайдың тарихындағы. Нұрғалиев па? Жоқ, Нұрғалиевтер бетінде ғой. Бұл 98 жылы алаңға шыққан екен, 98 жылы. Бұл айта берейін, бұл команданың қазіргі кім? Карпович, 17 жасында алаңға шыққан екен. Және тағы бір осы Елімайға қазір қатысы бар тұлғалардың біреуі Елімайдың тарихында ең көп матч өткізген екен, 139 матч. Ол кім? 139 матч Елімайдың тарихында. Подсказка жоқ па? Бұл команданың құруға атсалысқандардың бірі негізінде. Осы Елімайды 2022 жылы қайтадан жарыққа алып шығуға. Жақындап қалдыңыз? Андрей Карпович ше? Жоқ, бұл команданың спорты директоры болған Андрей Богомолов мырза 139 матч өткізген осы Елімайдың сапында. Және бұл ұлттық құрамаға қатысты тағы бір сұрақ болсын. Ұлттық құрама қазір Әли Алиевке дейінгі жергілікті бас бапкер болған соңғы бапкер. Карпович, бәрекелді, рахмет көптен көп барлықтарыңызға. Осындай біздің ширататын кішігірім сұрақтар болған. Айтпақшы соңғы сұрақ қалып қойған екен. Осы Елімайдың тарихында бір хет-трик болған екен. 3 кубокты қатар жеңген жылдардан, яғни суперкубокты да, Қазақстан кубогында және чемпионатты да жеңген бір жыл болған екен Елімайдың тарихында. Требл алған дейсіз. Требл алған, Қазақстанның ішіндегі треблды алған 95 жылы екен. 95-96 жылы маусымда барлығын жеңген екен осылайша. Тамаша. Және барлықтарыңыз білетін сұрақ деп ойлаймын, негізі бір аңыз футболшы бар, ең көп гол соққан осы Елімайдың тарихында. Олег Литвиненко ше? Олег Литвиненко екен. Әдемі. Енді кейде менен сұрап жатады, әріптестерім де айтып жатады, бек сіздерге ширатпа сұрақ қойған кезде неге жауабын алдын ала естіп алып, біліп алмайсыздар, қонақтарға беріп қоймайсыздар дейді. Мен айтамын, оны ал біліп алатын болсам, оның несін дайындалады ол күні бойы сұрақ жинап. Сондан бектің еңбегі бар. Иә, құрметті көрермен, біздің Плюс те бол бағдарламасының серіктесі болған Олимпиад екенін еске саламыз. Ал бек енді дәл ширатпа сұрақтан кейін бір өзіңнің ширатпа домбыраңмен арнауыңды айтып жүрсең. Қонақтарды шетінен елеп келіп, біз қашан қай қонақты бөлектедік? Деуде. Бұған дейін 45 минут шығушы едік. Кей кездері үлгермей дедектедік. Бүгін қонақ футболшы келгеннен соң ерекше жақсы іске себеп дедік. 2 тайым ойнайтын футболшыға толықтай 90 минут керек дедік. Деуде. Сондықтан бар уақытты санап отыр. Осы іс игілікке жарап отыр. Әділбек келеді деп айтқаннан соң біздерге әділдікпен қарап отыр. Әрбір айтқан сөздерім нақты болсын. Дәл осындай балбақты шақты көрсін. Елімайға дәл бүгін жасап жатқан Әділбектің қадамы сәтті болсын. Деуде. Қолыма домбырамды ағасында, жырменен түйіндейміз дәл осында. Команданың бәріне сәттілік деп, осынау премьер-лига додасында Әділбегім дүниеге келмеп беді, батыстағы Атырау қаласында. Атыраудың мектебінің түлеп ұшып, көсілген қазақтың кең даласында. Әне. Ұлттық құрама сапына да ілінді ғой, әрине мықты болса аласың да. Ұлттық құрама сапынан түспес екен, дәл осы сөз тілектің арасында. Қонақтардың ілегі азаймасын, жүретін мықтылардың жағасында. Қазақстан футболы өсе берсін әлемдік УЕФА-ның додасында. Сөзімді бір тілекпен аяқтасам, домбыра ап отқан соң дәл осында,
Атыраудың даласында жүр туған жігіт. Дәл қазір мықтылардың арасында. Елім айда қадамыңа сәттілік деп. Жырларымды түйіндеп боғасында. Жаман есен жарқырап жүре берші. Батыс пенен шығыстың арасында байқай Тамаша, рахмет Бек. Бізде қазір 1 минуттай уақыт қалды. Әділбек, енді өзің бағдарламаның қонағы болдың. Студиямызға алғаш келіп отырсың, бір түйіндеп қысқаша пікіріңді айтып берсең. Сіздерге көп рахмет осындай шақырып жатқандарыңызға. Ол мен үшін де өте жақсы. Сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Бағдарламаларыңыз алға қарай өсе берсін. Ой, рахмет Әділбек, өзіңе де сәттілік тілеймін. Ұлттық құрамаға биыл шақырту алып, кеше ресми матчтарыңды өткізіп жатсың. Бұйыртса ұлттық құрамамен бірге әлем чемпионатында Европа біріншілігінің финалдық кезеңде доп тепкеніңді көрейік. Қазақ футболының, жанкүйерлерінің, қазақ халқының бас арманы осы. Міне, ұлттық құраманың ойыншысы келді деп, қазақтың ұлттық аспабы қара домбырамен өзіңе Бек арнауын айтып берді. Аналитикалық сараптамасын жасаған Нұркен Мырзағалиев, алғысым шекшіктерге. Ал құрметті көрермен, осымен Плюс те бол бағдарламасының кезекті шығарылымы аяқталды. Әрдайым Спорт Плюс арнасын қарай жүріңіздер, жеңісті күндерде жүздескенше бай, қуатты болайық. Әрдайым бәріміз Плюс те болайық.